Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгінгі қонағымыз табиғи ана болу жүйесін қолдайтын, орысша айтқанда естественное материнствоны насихаттап жүрген Анеля Тынысбек. Қош келдіңіз подкастымызға. Сәлеметсіздер ме? Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Өте қуаныштымын. Келгеніңізге рахмет. Енді өзіңізбен бір таныстырып өтсеңіз, қандай университетте оқыдыңыз, қай қаладан боласыз, және осы сіз насихаттап жүрген енді естественное материнство, қазақша айтқанда өзімше аударған болдым, табиғи ана болу, осы туралы бір анықтама беріп кетсеңіз. Мен Шымкент қаласына дүниеге келгем. 2 жасымнан бері Астанада өсіп келе жатырмын. Осында тұрамын. 2021 жылы Назарбаев университетін бітірдім. Одан кейін декретке шықтым. Бірінші рет балалы болдым. Сол кезден баламен проблемалар болды. Балам ұйықтамайтын, қиналатынмын, қалай қарайтын білмейтінмін. Содан кейін өзім іздей бастадым ақпаратты, қалай мен балаға дұрыс қарау керекпін деген. Өйткені өте қатты қиналып кеттім. Бұл бұндай қиын болмау керек қой деп ойлайтынмын. Сөйтіп іздей бастағанда Ресейден специалисттер таптым. Бала күтімі бойынша солардан консультация алдым, оқыдым. Осы тақырып маған қатты ұнады. Балаға деген күтімнің қандай дұрыс болу керек екенін, оның қандай маңызы бар екенін түсінген соң, осы мамандықпен жұмыс істеуге бел будым да. Сосын осы өткен жылы оқуды бастадым. Специалист по уходу, яғни бала күтімі бойынша специалист деген мамандыққа оқуды Ресейден бітірдім. Енді қазір специалист по уходу болып Қазақстанда жұмыс істеп жатырмын. Онлайн және офлайн мамаларға бала күтімі бойынша проблемаларды шешуге көмектесемін. Естественное материнство деген, жаңа сіз айтқандай қазақша табиғи ана болу деген нәрсе, бірақ ол одан да терең ұғым негізі. Өйткені біз тек бала күтімін ғана айтпаймыз. Ана болу деген, өйткені ол балаға қарау, балаға күтім жасау және баланы тәрбиелеу, баламен қарым-қатынасты құру, осы аспектілердің барлығы естественное материнствоға кіреді да. Яғни біз жалпы өте терең жұмыс істейміз. Ананың психологиясы қандай, оның балаға беретін тәрбиесі қандай болу керек, ол орысша айтқанда ведущая роль дейді, яғни оның авторитеті қандай болу керек, ол балаға деген өзінің әрекеттері арқылы қалай әсер етеді. Бұл күтімнен бөлек тақырыптар. Күтімге ол ұйқысы, емізу, жуындыру, баланы тосу, яғни баланың физикалық жағынан дұрыс дамуына мамасы қандай жағдай жасау керек деген тақырыптар кіреді. Және ең маңызды нәрсе, естественное материнствода адамның табиғатына қарсы еш нәрсе жоқ. Осы нәрсе маңызды айтып кететін, атынан айтып тұр, табиғи ана болу деген сол нәрсе. Яғни біз адамның табиғи жаратылысына қарсы еш нәрсе жасамаймыз. Именно баланың табиғи жаратылысына. Мысалы, баланың табиғи жаратылысы бойынша ол ему керек, мамасының омырауын ему керек, сүтін ішу керек. Яғни біз сол нәрсені қалай дұрыс организация жасайтынымызды үйренеміз. Яғни бүкіл жағынан, ұйқысы жағынан да қалай ең дұрыс ұйықтату керек, қалай ең дұрыс емізудің жолы қандай, оның дамуын табиғи жағынан дұрыс болатындай қалай жасау керек, осының барлығын именно табиғи жағынан бірінші очередь біз қарастырамыз. Күшті, керемет. Енді мен сіздің посттарыңызды былай оқыған кезде естественное материнство дегенді бірінші орында былай түсініппін. Сіздің айтып отырғандарыңыз және оған плюс Алла тағала біз жаратқан кезде сондай мейірімі ғой, және әділеттілігі. Мысалға, Африкада туған бала мен Қазақстанда туған баланың қажеттіліктері бірдей. Екеуіне де ана сүті қажет, және ананың махаббаты қажет, күтімі қажет болды. Қандай әділеттілік және мейірім деп ойладым да. Мысалға, памперс керек міндетті түрде, соска керек деген қиындатып жіберсек, Африкадағы балалар не істейді онда? Деген сияқты бір не болды да. Ал мына жерде естественное материнство, яғни Аллах бізге беріп қойған. Балаға сүт керек па? Окей, анасының омырауына дарытты. Балаға күтім керек па? Окей, анасына бір мейірім артық қосалқы, көбірек мейірім беріп қойды балаға деген. Солай түсіндім. Енді сұрақтар легіне көше берсек. Бірінші
жүктіліктен бастағым келіп тұр. Жүктілік маңызды кезең деп айтып жатады, себебі баланың маңызды органдары, осы жүйке жүйесі болсын, басқа да маңызды органдар болсын, осы жүктілік кезеңінде дамып жетіледі деп. Сол үшін осы кезеңде жүкті әйел өзіне қандай күтім жасау қажет? Ең бірінші әрине ол ұйқысы дұрыс болу керек. Ол жалпы біздің қоғамда ұйқыны өте бір маңызды нәрсе деп көрмейді. Біз мұсылман бола тұра біз білеміз, негізі құптан намазынан кейін төсекке жатып сүннет бойынша ұйықтау керек екен да, бірақ ондай адамдар оны істейтін адам өте аз. Осыдан бір айдан асты. Мен жалпы босанғаныма 2 ай болды ғой. Екінші балам босанғаныма, иә. И вот соңғы 1 ай бойы мен сол нәрсені істеуге тырысып жүрмін да. Қандай өзгеріс бар екенін өте қатты сезіп тұрмын. Оған дейін де мен істейтінмін солай, бірақ анда-санда жұмысым көп болғандықтан көбінесе кеш жататынмын. А вот когда сіз құптан намазын оқып бірден жатасыз, сол кезде сіз таңғы 4-те, даже 3-те энергияңыз толып тұрып, тасып тұрасыз, оянасыз, күш бар сізде, бүкіл нәрсені істеуге дайынсыз да. Вот осы нәрсе өте маңызды. Көп әйелдер әсіресе өзінің ұйқысын дұрыс сақтамайды. Өйткені бізде шаруа көп қой. Үйдің тірліктерін жасаймын деп түнгі 12-2-ге дейін жүреді. Соның кесірінен өте қатты шаршайды. А егер ұйқы дұрыс болмаса, бүкіл гормондар дұрыс бөлінбейді. Гормондар дұрыс бөлінбесе, іштегі не только баланың, бірінші очередь әйелдің өзінің денсаулығы құрайды, одан кейін естественно баланың тоже. Сондықтан бірінші очередь ұйқы, одан кейін тамақтану. Тамақтанғанда да көп адамдар тоже байқаймын, осыған мән бермейді. Аллаға шүкір, қазір енді нутрициология дамыған соң көбірек мән бере бастады, бірақ нутрициология дегенде де көбінесе БАДы, витамины деген кетіп қалады ғой. Бірақ тамақты жөндемейді да. Ең бірінші очередь біз тамақты жөндеу керекпіз. Элементарно жеткілікті мөлшерде тамақ жеу, одан кейін дұрыс тамақ жеу. Химиялық қоспалары бар тамақты мүлдем жемеу, ішпеу. Бұл ең основа ғой, база да. Мысалы, мен қанша жыл болды, 3 жылдай тұрмысқа шыққалы бері, точно мен ешқандай напиток ішпеймін, мысалы. Мүлдем, даже вот макси чай, там, мен ішетін ең любимый напитогым это су, немесе қара шай, көк шайды анда-санда ішемін, болды. Одан артық нәрсе жоқ та. Су ең бірінші очередь ішілетін нәрсе, беременна әйелге особенно. Газированные напитки, сладкие напитки, ондай нәрсені доғару керек. Яғни өте көп маңызды нәрсе, өте көп вниманиені біз именно тамақпен ұйқыға бөлу керекпіз, именно беременность уақытында. Сосын қимыл қозғалыс, үшінші нәрсе. Вот мен аяғым ауыр деп тоже көп әйелдер диванда жатады ғой, маған демалыс керек деп та. Онымен келсем, яғни организм не қылмау керек, шаршамау керек, иә, үлкен шаршайтын физикалық жұмыс жасамау керек. Бірақ организм дені сау болып тұру үшін, элементарно бұлшықеттер атрофия болмас үшін адам қозғалу керек. Ол әсіресе таза ауада егер мүмкіндік болса, мысалы Астанада қысы суық, бірақ сонда да бір 20-25 минутқа шығалса, демалып, жүріп қайтып, аралап, өзіне қызықты нәрселерді жасап, одан кейін келіп демалса, сол нәрсе ең жақсы. Өйткені мүлдем жата беретін, мүлдем қозғалмайтын әйел адамға босану қиынырақ болады. Физикалық жағынан ол өте әлсіз ғой өйткені. Ал босану кезінде хотя бы аяқта тұру керек та, нық. Сондықтан осындай нәрселер бар. И ең соңғы, бірақ ең маңыздысы деп айтайыншы, ол саналы түрде дайындалу, ана болуға. Осы нәрсені тоже бізде вообще ешкім айтпайды ғой, ана болуға дайындал деп. Біз көбінесе босанамыз, содан кейін ал енді мен не істеймін деп ойлайды да. А уже поздно. Уже надо делать сразу же. Бірден істеу керек, уже балаға бірден білу керек, қалай сіз омырауыңыз қалай бересіз, прикладываниені бірден білу керек. Өйткені роддомда сізге көрсетпейді ешкім прикладываниені, да? Қазір бұрын көрсететін, может быть, қазір көрсетпейді. Қалай мен оны тосам, қалай мен оны пеленать етем, қалай мен оны жуындырам, бәрін бірден білу керек та. Сондықтан ең маңыздысы, конечно, ол саналы түрде ана болуға дайындалу. Финансовый жағынан ол көбінесе әкесі дайындалу керек. Вот это тоже важно. Бірақ санасы жағынан, отношениясы жағынан именно мамасы дайындалу керек. Мен ана болайын деп жатырмын, мен бұл балаға қалай қарау керекпін, мен оған қандай көмек беру керекпін. Ең хотя бы бірінші 3 айында қандай күтім жасау керек екенін анасы дайындалу керек. Күшті. Я біз көбінесе тек босануға, баланың заттарын сатып алып қою, сондай нәрсеге маңыз бөліп, одан кейінгі
маңызды, ең маңызды бөліміне жаңағыдай көңілі бөлінбей қалады. Иә. Иә. Және бұрын мысалы қандай ғой, мысалы мен өзім анам айтады да, 4 бауырымыз, ешқайсысына ой қатты дайындалмаппын дейді да енді. Білмейміз дейді жаңағы қалай тіпті босанған кезде қалай демалу керек, оны тіпті зерттемеппіз да дейді да. Иә, жарайды, интернет жоқ заман ғой дейді, бірақ сұрап алуға болады ғой, неге мен ойланбаппын деп қазір ойланады да. Мысалға мен айтамын ғой, тыныс алуға дайындалу керек екен, өзінің техникалары бар екен десем, мә деп шынымен таң алып жатыр. Соның әсерінен ол әр баланы мысалға 1 күн 2 күн сөйтіп толғатып қиналып неткен екен да, техникасын білмегеннен кейін да. Иә. Енді келесі сұрақ. Осы жерде бір қосып кетейін, иә. Бұрынғы кезде негізі осы табиғи ана болу, яғни естественное материнство деген ол бір придуманный нәрсе емес қой. Ол бір жаңа, бір 21 ғасырдың бір модернистік бір темасы емес. Ол бұрыннан бері осы адам атаны қалай Аллах Тағала жаратты, сол кезден бастап балаға қалай қарау керек екенін адамзат үйреніп келген. Осы нәрсе да ол. И ол нәрсені бұрын мысалы ең бірінші адамдар болған, олар балаларына қарайтын, олар жаймен түсіне бастады, так былай қараған дұрыс, былай қарамау керек екен, әйтпесе баламен мынандай нәрсе болып қалады деп. Яғни аналар постоянно анализировать етіп отыратын ғой. Мен былай істедім, так баламен мынандай болып қалды, значит олай істемеймін больше дейтін да. И ол іс-әрекеттер постоянно анализден өтіп, былай фильтрден, сүзгіден өтіп отыратын да, ең соңында ең жақсы әрекеттер ғана қалатын. Яғни баланың дені сау болып өсу үшін осындай нәрсе жасау керек екенбіз деген бір ой тұжырым қалыптасатын. Сосын сол тайпа, сол рудағы адамдар бір поколениядан екінші поколенияға, ұрпақтан ұрпаққа жаңағы білімді беріп отыратын ғой. Бұрын солай берілетін да білім. Бірақ мысалы бұрын апалар жаңадан келген босанған келіншектерге үйретіп отыратын, Ресей халқында да кез келген ұлттың тарихын қарасаңыз сондай үлкендер кішілерге үйретіп отыратын, осылай цепочкада жалғасатын. Ешкім шынымен курс үйретпейтін, интернет үйретпейтін, ол кезде босандыратын жаңағы әйелдер болатын акушеркалардың, қазіргі акушеркалар ол кезде орысша повитухалар дейтін, басқаша атайтын, иә. Барлығы тоже поколениядан поколенияға жаңағы білімді беріп отыратын, осылай демаласың, осылай жатасың, осылай тұрасың деп ше. Бірақ неге қазір ол білім бізде жоқ? Неге қазір осы мен сияқты специалисттер пайда болды да, естественный материнствоны үйрететін? Сұрақ. Өйткені цепочка үзіліп кеткен. Ол именно тарихты мен тоже осы тақырыпты зерттей бастағанда тарихты да оқисың. Сол жерде именно СНГ елдерінің ішінде мысалы 20 ғасырдың басында СССР қалыптасқан кезде осы цепочка үзіле бастаған екен. Ол жерде қызыл террор деген политика саясат жүрген. И билікке келген қызыл партия, олар әр ұлттың арасындағы, Ресей ұлтының да, Қазақстанның ұлтының да, әр ұлттың арасындағы активистерді түрмеге қамап, яғни қуғын сүргінге ұшыратқан, жойып жүрген ғой. Активистер деген олардың ішінде жалпы білімі бар адамдар всегда активистер болатын. Олар бір лидерлік позицияны ұстанатын ғой, а лидерлік позиция ең опасный адамдар ғой, олар дұрыс па, билік үшін. Олар үшін, иә. Сөйтіп именно повитухаларды, орысша знахарка дейді, яғни бала күтімін білетін, балаға қалай қарау керек екен, әйелді қалай босандыру керек екен білетін барлық әйелдерді солай қуғын сүргінге ұшырататын. Ол кәдімгідей тарихи деректерде бар екен. Сол әйелдер енді жойып жерсе оларды білім арқылай жібермей қалған. Кейін ол нәрсе басталған кезде әйелдер түсіне бастады, то что так, біз тыныш жүру керекпіз, айтпау керекпіз деген түсінік қалыптасты да, уже как бы тыныш, былай өте аз адамға ғана ұрпақтарына жеткізіп отырған осындай нәрсені істеңдер деп та. Сондай соның арқасында Ресейде, именно Ресейде сол білімді сақтап, өзінің немересіне жеткізген. Ол немересі кейін бүкіл Ресейдегі мамаларға жеткізе бастаған, академия материнство ашып, содан кейін оларды үйретіп, олар басқа адамдарға солай мысалы маған жетіп тұр да ол білім. Әйтпесе шынымен мен мамалармен жұмыс істегенде именно қазақтардың арасында осы күтімді білетін өте аз. Мен 500-ден 600-ден көп мамамен жұмыс істедім, соның біреуі ғана баланы қалай дұрыс шомылдыру керек екенін білген мысалы. Өте өкінішті жағдай такой. Шынымен ішің ашиды, бірақ шынымен жойып жүрген ол нәрсені.
Енді сондықтан енді қазір уже үйрену керек кәдімгідей. Өйткені ол былай мен босандым бірден мен бәрін біліп кетемін дейтін нәрсе емес. Міндетті түрде білім керек та. И бұрын ол білімді ол үлкендерден алатын, ал енді білімді специалистерден алу керек. Өйткені мен босандым бәрін біліп кетемін деген істемейді. Даже екінші рет босанып жатсаңыз да білімді жаңартып қайтадан үйреніп алу керек. Ұмытып қаласыз өйткені. Мысалға жаңа естественное материнство дегенде табиғи ана болу, ана айттыңыз ғой, цепочка үзіліп кетті. Сөйтіп үзіліп кеткен уақытында қоғамға как раз соска, памперс дегендер кіріп жатты да. Ол мысалға жолдасым айтады да, шынымен соска деген нәрсе түсінікті ғой дейді да, ол табиғи нәрсеге қарсы балаға ауа беріп қою, ауа сорады да ол бала. Памперс мысалға кезінде ата бабамыз памперс болмаған күн өзінде жақсы да баланы тосып үйретті ғой негізі. То есть это возможный нәрсе, мүмкін нәрсе да негізі тосып үйрету деген нәрсе. Бірақ қазір қоғамда мысалы памперстің рекламасы өте көп, таңдау да өте көп та, мысалға жарнамасы өте көп болғаннан кейін ол нәрсе бір зиян еместей көрініп қалады. Барлық жерде көз алдымызда жүргеннен кейін. Бірақ жаңағыдай табиғи нәрсе қайшы қалай бала жатып алып дәрет сындырады да, мысалға қиналады, еще жылайды. Қалай бала просто тұрып, то есть қалай адам баласы, то есть ол бір табиғи нәрсеге қайшы нәрсе ғой негізі. Ол барлығы терең оқи берген сайын көзің жетеді, просто именно 20-шы ғасырдың басында көп нәрсе өзгерген. Именно сол моментте Америкада бірінші жаңағы памперсті шығара бастайды, одан кейін ол СССР елдеріне қарай келе бастайды, одан кейін ол уже популярны болып кетеді. Именно осы кезде жаңағы қызыл террор саясат жүріп жатқан кезде әйел адамдарды соғыстан кейін енді елді көтеру керек қой, экономикасын көтеру керек, оған жұмыс күші керек. Ер адамдар уже көбісі соғыстан оралмай қалған, адам аз. Не істеу керек, енді әйелдер жұмысқа шығару керек қой үшін. Сондықтан қызыл террор саясатында тоже табиғатқа қайшы нәрсе жасалынған болды. Ол жерде жаңа босанған келіншектерді 3 айдан кейін, 2 айдан кейін жұмысқа шығаратын. Сол кезде ясли садтар пайда болған себеп сол. Сол кезде прикормды өте ерте басталған, 4 айынан бастап, 3 айынан бастап тамақ беру басталған. Хотя мүлдем ол нәрсені жасауға болмайды. Егер біз балаға бүйтіп қарап отырсақ, просто 3 айында балаға тамақ беріп көрсеңіз запор болады ода. Өйткені оның ас қорыту жүйесі мүлдем дамымаған, дайын емес та ондай нәрсеге. Сол кезде, сондықтан ғой СССР кезінде именно басынан аяғына дейін туып өскен адамдардың денсаулығы өте нашар шынымен. Өйткені кішкентай кезінен бастап күтім мүлдем дұрыс емес болған. Өте көп психологиялық жағынан проблемалар бар. Өйткені мамасы баласын тастауға мәжбүр болған. Жұмыс жасау үшін. И пропаганда жүретін ол кезде. Сен әйел үйде пештің жанында тұрғанша сен сыртқа шығып жұмысыңды істе, күшті боласың деген да. Сол кезден бастап зерно салынған, дән салынған, сол әліге дейін өсіп келе жатыр негізі. Әлі де бар ол. Әлі де бар ол түсінік әлі де бар. Сондықтан осы естественное материнство дегенде ол өте ауқымды түсінік та, мынандай бала күтімі де кіреді, мамасының балаға отношениясы да кіреді, өзіне деген отношениясы да кіреді. Сол кезден бастап бірақ құртылған ол. Түсінікті, күшті. Енді манағы айттыңыз ғой, бала күтімі деген ол тек қана баланы ұйықтату, тамақ беру ғана емес, жалпы психологиялық, физиологиялық жағдайын қарастыру, бала тәрбиесіне қарау деген сияқты. Енді осы жерде мындай сұрақ, баланың жай күйіне анасының әсері бар ма? Яғни бақытты бала, ол дегеніміз бақытты анадан бақытты бала болады деп айтып жатады ғой. Осы кезде дүниеге бала алып келген ана туғаннан кейін қандай күтім жасау керек өзіне? Бізде негізі қазақта мен ойлаймын өте керемет, осы СССР-дан бұрын да, мысалға КСР-дан бұрын өте керемет бала тәрбиесі сақталған. Мысалы бізде 40 күн бойы жаңағыдай ешқандай жұмыс істеткізбеген, тек балаңа қара, біз қалған өзіміз істейміз деген сияқты. Көмекшілер, жеңгелері, қайын сіңлілері жүгіріп жүретін болған деген сияқты. Шілде терін шығарамыз деп барлық қалжалау деген түсінік бар, То есть бәрін тамақтың бәрін өзіміз істейміз, уайымдама деген сияқты. Енді қазір ол нәрсе
өшіп кетті ма бар ма әлі білмеймін, бірақ бұның маңызы қандай, жалпы шілде тері деп айтып жатады ғой, қалжалау. Бұл да бір балаға жақсы әсерін тигізетін нәрсе шығар, иә. Сіз өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Бұл отбасылық институттан басталады да ол нәрсе. Жалпы үлкен әр халықта адамдар бір-бірімен өте жақын тұруға тырысқан ғой. Өйткені одан үлкен пайда көрген. Біз адамдар жалпы өзіміздің туыстарымыздың жанында тұрсақ, біздің аман қалу шанстарымыз жоғарылайды негізі. Ол жануарлар да солай, сүтқоректілер де именно солай ойланады. И адамның психологиясы да сондай. Біз туыстарымыздың жанында тұрсақ, өзімізді жақсырақ сезінеміз. Бізде серотонин гормоны көбірек бөліне бастайды да, біз өзімізді как в безопасности сезіне бастаймыз. Бұл нәрсе туған әйелге әсіресе қатты әсерін береді. Жанында туғандарының болуы өте қатты әсерін береді. Қазір біздің отбасылық институт, негізі қалалық өмір былай дамып кеткеннен кейін глобализация дейді ғой, урбанизация, яғни урбанизация артқан сайын біздің отбасылық институт бұзылып бара жатыр да. Яғни әр отбасы, мен оған қарсы емеспін жалпы, ол да ыңғайлы бір жағынан. Мысалы әр отбасы өзінің бір үйі болғаны, иә, ол керемет нәрсе, бірақ жақын тұрса бір-біріне, жаңа босанған әйелге жеңілірек болады да. Біреуі ауылда, біреуі қалада, еще қалада басқа ешкім жоқ, мысалы сондай ситуациялар өте көп болады ғой. Ондай кезде босанған әйелге көмектесетін адам жоқ болып қалады. Негізі шынымен бірінші 45 күн, 1,5 ай бойы әйел адамға өте көп көмек керек. Ол жату керек, оның максимум жұмысы балаға қарау. Емізу, тосу, кейде егер жуындыра алса, мысалы жеңіл босанып, жақсы босанып тұрған әйел негізі жуындыра алады. Жуындыру өйткені оңай. Дұрыс жуындыру тоже өте оп-оңай нәрсе, ол бір 2-3 адам жұмысын қажет етпейтін нәрсе да. Егер сондай нәрсені жасай алса, оның барлық жұмысы тек бала күтімі болу керек. Баламен танысу, балаға үйренісу, қарым-қатынас құра бастау, бұл менің балам екен ғой деп оны жақсы көре бастау, осының барлығы. Сосын тағы бір маңызды момент. Қазір өте көп әйел қиын босанады. Шынымен қиын роды өте көп. И родыға туып жатқан кезде өте көп медициналық нелер болады. Қалай айтсам, орысша вмешательство дейді ғой, яғни сырттан табиғи емес нәрселер көп жасалынады шынымен босанып жатқан әйелдерге. Ол да әсерін береді. Мысалы кесарево сечение мен эпидуральный анестезияны қою, даже прокалывание пузыря деген нәрсенің барлығы. Бұл тақырыптардың әрқайсысын мен шын айтамын 2 сағаттық лекция түрінде айтып бере аламын. Бірақ просто бүкіл подкастымыз сол туралы кетеді. Бірақ шынымен ол нәрсенің барлығы әсерін береді. Мамаға да, балаға да, именно гормональный жағынан. Мысалы бір окситоциннің өзінің окситоцин қойған кезде мен 2 түрлі босандым. Менің бірінші босануым жеп-жеңіл өтті, еш нәрсесіз. Екінші рет босанғанда менде уже осложнение болды да, маған бүкіл нәрсені салу керек болды. Окситоцин да салды, тағы да басқа нәрселер салды. Мен түсінемін, бұл жерде маңызды нәрсе айтып кетейінші. Салу керек кезде салу керек, яғни ондай жағдайлар болады, ол бекерден бекер емес қой. Салу керек нәрсені салу керек, бірақ мен айтып тұрғаным последствиясы, яғни одан кейінгі ананың состояниясы, жағдайы мүлдем басқаша болады. Ананың кесарево сечениядан кейінгі состояниясы мүлдем әлсіз. Өйткені ол үлкен операция, ол жерде қаншама қабат, ағзаның қаншама қабатын кесіп тастайды. Ол өте ауыр операция. Содан кейін қонақ күтіп жүретін әйелдерді көремін да, мысалы. Оған жату керек. Ол өте ауыр операция, қаншама қан жоғалтады әйел адам. Болмаса, ондай кесарево болмаса да, бірақ мысалы анестезия қойды ма, оның өзі өте ауыр. Ол гормондарға өте қатты әсерін береді. Біздің туып жатқан кезде біздегі окситоцин, норадреналин, адреналин, солар эндорфин, осы гормондар бөлінеді. Ол керек, бізге де керек, балаға да керек. Өйткені босанып жатқан кезде, толғатып жатқан кезде біздің қан айналым жүйеміз бірдей. Ал бізге анестезия салған кезде біздегі гормондардың бөлінуі, жаңағы окситоцин, 4-еуі эндорфин, адреналин, олар бұзылады, бөлінуі бұзылады. И балаға да бармай қалады жаңағы эндорфин, окситоцин. Оған да керек өйткені. Мысалы эндорфин деген ол обезболивающий гормон. Ауырсыну сезімін азайтып тұратын гормон. Сондықтан біз толғатудың ауырсыну сезімі, ауыр, қиын, бірақ сонда да біз оған шыдай аламыз эндорфиннің арқасында. Анестезия салған кезде, окей, біздің денеміз ауырмай тұрады, біз сезбей тұрамыз просто. Бірақ бала сезіп тұрады. Оған еще эндорфин бармай тұрады да біздің денемізден, біздің қаннан. Вот сол нәрсенің барлығы бұзыла бастаған кезде, егер бұзыла бастаған кезде
туғаннан кейінгі маманың состояниесі мүлдем басқаша, өйткені гормондар дисбаланста болып тұрады, оның көңіл күйі болмай тұрады. Осы себеппен көбінесе әйелдерде послеродовая депрессия басталады, өйткені гормональный дисбаланс в организме. И осы моментте мысалы мамасы и так бала тыныш ұйықтап жатса да мамасы бір раздраженный болып тұрады, уайымдап тұрады, ұйықтай алмайды, аппетиті жоқ, өйткені гормондар дисбаланста да. Осы жағдайда еще оған көмек болмаса, элементарно киімін жуып беретін, тамағын істеп беретін, үйін тазалап беретін, осындай именно тұрмыстағы көмек қажет та анаға босанғаннан кейін. Ал бізде көбінесе қазір келеді да балаға қараумен көмектеседі. Давай мен баланы ұстай тұрайын, сен тамақ істеп ал, мен баланы ұстай тұрайын, сен кір жуып ал, кір үтіктеп ал, ананы істеп ал, мынаны істеп ал. Ондай емес. Бала анасымен қалу керек, болды, ол ешкім мешать етпеу керек оларға. Көмектесетін жағдайлар это вот там айтып жіберу, мына былай емізесің, былай шомылдырасың, былай қолыңа ұстайсың. Ол көмекті үлкендерден алса болады, бірақ үлкендері дұрыс емес совет беріп тұрса, онда специалистерден, мамандардан алады. Болды, осы ғана көмек баламен. Ал основной көмек, негізгі көмек именно тұрмыс тірлігінде болу керек, тіршілікте. Тамағын дайындап беру. Егер ол отыра алмайды ғой, мысалы, разрывпен босанған келіншектер, олар отыра алмайды, тек жата алады, немесе тұрып тұрады. Оларға тем более тамағын буквально аузына дейін қойып берсе, ол тіпті жақсы болады, өйткені ол отыра алмайды, тұрайын десе де ол бір жарты сағатын алады кейде. Өйткені енді отырмай тұру деген это же тяжело же. Сондықтан 40 күн бойы қазақтарда бұрын шынымен жақсы қарайтын келіншектерге, күтімін жасайтын, қалжасын беретін, яғни тамағын пісіріп беруге. Қазір ол нәрсе бұзылған, урбанизацияның кесірінен. Қазір осы нәрсені тоже всегда айтам блогымда да, мамаларға да, туыстарыңыздан көмек сұрауға ұялмаңыздар. Бізде еще почему-то келіншектер өздері ұялып тұрады, көмек сұрауға, тамақ пісіріп берші деп айтуға. Одан ұялмау керек, өйткені егер 40 күн бойы, бірінші 1,5 ай бойы егер әйел адам өзін күтпесе, ол органдардың түсуіне алып келуі мүмкін. Яғни келесі болашақтағы денсаулығына өте қатты әсерін береді. Ауыр заттарды мүлдем көтеруге болмайды ғой. Мысалы ауыр заттарды көтеріп жүреді тұрмыс тіршіліктерінде. Даже 3-4 килограммдық баласының өзінен егер ұзақ көтеріп жүрсе, уже белі шаршап ауыра бастайды, өйткені әлі мүлдем қатпаған сүйектер. Сондықтан күтім керек. Барлық сүйек босайды болып тұр ғой. Барлық сүйек босайды, мысалы қабырғаның өзі жүктілік кезінде былай жылжи бастайды ғой, ашыла бастайды ғой. Енді кейін оның бәрі бітіп жиырылғанша, поэтому бүкіл омыртқасы, бел омыртқасы бәрі ауырып тұрады. Бүкіл органдары, мысалы матка үлкен болып созылады, ана бала ішіне жату үшін. Енді сол үлкен матка жиырылу керек, оған қаншама уақыт керек. Соның барлығын үлкен поколение білсе ғой деп ойлаймын да, осыны. Өйткені жастар қазір Аллаға шүкір ізденіп біліп жатыр. Бірақ үлкендер жиі түсінбей қалады да. Ой, біз тудық қой, еш нәрсе етпейді деп айтады. Негізі ол дұрыс емес. Біз қаншасын тудық деп, Енді бала күтіміне келсек, енді кіріп жатырмыз негізі тақырыпқа. Бала дүниеге келген бойда не нәрсеге мұқтаж? Неге келді бала? Міне босанды. Не нәрсеге бала мұқтаж? Ол мамасын тауып алуға мұқтаж. Ол нәрсені импринтинг деп айтады. Мысалы да, мультфильмда біз көретін ек қой. Мен көретін әйтеуір, білмеймін, көрген шығарсыздар. Үйректің балапандар жарылған кезде кімді бірінші болып көреді? Мама деп айтады. Көрген шығарсыздар, И бір эксперимент жасаған, шынымен өмірде, мультикта ғана емес, өмірде эксперимент жасаған кісі бар, ер кісі, атын ұмытып тұрмын. Ол сол нәрсені дәлелдеген импринтингтің биологияда бар екендігін. Ол сүтқоректілерде де бар, и адамдарда да бар ол нәрсе. Туылады, кімді ең бірінші көреді, соны подсознательно есінде сақтап қалады. Осы адам, менің мамам, мама деп атамайды ғой енді, бірақ осы адам маған маңызды адам, осы адам мені қорғайды, маған күтім көрсетеді, мені түсінеді, мені жақсы көреді деген. Мен не істесем де осының қасында мен безопасностьте боламын деген. Яғни мен қауіпсіздіктемін осы адам жанында. Демек мен осы адамға байланып қалу керекпін деген түсінік қой. И жаңағы ер кісі солай бүкіл туылған балапандары оның артынан еріп жүретін постоянно, үйректің балапандары. Тура солай адам баласына да туылған кезде ең бірінші мамасын табу керек. Сондықтан ғой босанған кезде баласын ішіне жатқызып, мамасына қаратып қояды. Кеудесіне жатқызып қояды, Кейде кейбір балалар мамасын іздегені сонша,
барып өзі омырауға дейін созылып еңбектеп барады да тартылып сөйтіп еме бастайды бірден тула салып. Видите, ол Аллах тағаланың құдіреті ғой. Ол іште жатқан кезде уже емуді біледі да. Ол табиғи ана бол деген сол. Ол іште жаратылғанда уже емуді біледі, туылады, сразу же емуге дайын оған. Оған бір үйрену да қажет емес оған. Сондықтан ол өзі көреді да, еще балалар туылғанда көре алмайды ғой негізі. Бірақ біздің омырауымыздың ұшы қып-қызыл қою қоңыр болып тұрады именно жүктілік кезеңінде и лактация кезінде, иә. И оның өзі балаға как красный фонарь сияқты болып тұрады ғой, міне мына жаққа келесің деген сияқты да. Сосын еще қараңыз, Алланың құдіреті каждый раз таңғаламын. Сол омыраудағы бездер бар, Монгомери бездері деп аталады. Солар бір сұйықтық бөле бастайды, как смазка сияқты. Соның иісі баланың іште жатқандағы су бар ғой, тура соның иісімен бірдей болады. Ол иісті біз үлкендер байқамаймыз, а вот кішкентай балалар, новорождендар иісті қатты ажырата біледі. Сосын сол иіске қарай тоже бала ұмтылады. Сондықтан баланы, мысалы, новорожденный баланы қолға ұстап отқан кезде осылай жалпы киімнің сыртынан да бала бүйтіп ұмтыла бастайды. Өйткені иісін сезеді жаңағы. Солай ол ұмтылады, мамасын табады. Осы нәрсе ең маңызды. Бұл нәрсе анаға да маңызды нәрсе. Кері де жұмыс істейді да ол. Өйткені ол баласын көрген кезде, ұстаған кезде, онымен бәрі жақсы екенін көрген кезде ананың именно вот психикалық жағына тыныш болады. Менің балам дені сау деген, яғни аман қалды деген. Когда баланы бөлек алып кеткен кезде, мысалы болады, кейде патологиямен туылған балалар болады. Немесе мүлдем бұрынғы СССР кезінде, КСРО кезінде, босану кезінде бала туылады, бірден алып кететін, оны жуындыратын, бірдеме істейтін, содан кейін барып қана бір 20 минуттан кейін алып келетін мамасына. Осындай ажырау ең бірінші сағаттарда болған кезде импринтинг бұзылады. Сондықтан әйел адамдарда тревога пайда болады, андай постоянно сұрақтар. Менің балам қайда, бәрі жақсы ма, точно бәрі жақсы ма деп. Менде мысалы осы екінші рет босанғанда сондай болды мысалы да. Өйткені бала патологиямен туылды. Болмаса сол тревога жөнделіп кетпейді ол кейін. Импринтинг ол өзі жалпы бір-ақ рет болады да. Болмаса болмады, болса болды. Болмаған жағдайда өте тревожный аналар пайда болады. Андай білесіз ба? Түнде ұйықтап жатады бала, жақсы ұйықтап жатыр, бірақ мамасы ұйықтай алмайды. Демалып жатыр ма, демалып жатқан жоқ па, тыныс алып жатыр ма, жоқ па деген. Тірі ма, тірі емес па деген. Яғни іштей бір жетіспей тұрады, бір дәлел жетіспей тұрады оған. Оған дәлелдеу керек болып тұрады постоянно. Баламен бәрі нормально деген сөз. Сондықтан ең бірінші қажеттілік ол балаға деген мамасын табу, мамасына баласын көріп қолда ұстау. 2 сағат бойы кем дегенде солай тыныш қана жату керек екеуі. Қазір Аллаға шүкір ол нәрсені роддомдарда жасайды. Иә, Аллаға шүкір қазір жасайды. Шүкір, иә. Әйтпесе мен мамам айтатын, негізі бұрын сөйтіп ажыратты деп. Сосын мындай нәрсе естігем көп аналардан. Толғатқан енді қиын ғой. Бірақ баланы көрген кезде, жаңағыдай кеудеңе салған кезде бүткіл ауруды ұмытып кетесің деген сияқты. Мына сіз айтқан психологиялық тұрғыда да анаға да ең бірінші бала қажет. Балаға да ең бірінші анасы қажет екен. Иә. Дәл солай. Күшті. Енді мындай сұрақ, туылғаннан 3 айына дейін ең маңызды нәрсе ұйқы деп білеміз. Баланың ұйқысы тыныш және сау болу үшін қандай амалдар жасау қажет? Өте үлкен тақырып. Ең бірінші түсіну керек нәрсе ұйқыға, жалпы адамның ұйқысына, бала болсын, үлкен адам болсын, ұйқыға көп нәрсе әсер етеді. Өте көп факторлар әсер етеді. Біз қазір көріп жатам, тура интернетте, инстаграмда ұйқыны жөндейтін мамандар, мынандай ұйқымен жұмыс істейтін, ол Ресейден де келеді, Америкадан да келеді. Өзімізде де қазір пайда болып жатыр да. Бірақ ол мамандардың 99% деп 100% сенімділікпен айтамын, өйткені мен зерттеген рынок тек ұйқымен ғана жұмыс істейді. Яғни ұйықтату үшін керек жағдайлар жасау, типа тыныштық сақтау, терезені пердені жауып тастау, қараңғылату деген сияқты, белый шум қосу, анау мынау. Бірақ ол нәрсенің барлығы табиғи емес. Мысалы, ойлаңызшы өзіңіз, бұрын елестетіңіз да, мысалы, осы бір 10-шы ғасырда орманда дейікші, орманда тұратын халықсыз да, и орманда босандыңыз. Орманның жанында водопад бар, сарқырама бар, шулап ағып жатады постоянно. Соның қасына барған кезде сіздің балаңыз қалай ұйықтайтын еді, мысалы?
сіз ол жерде отырмайсыз ғой, так маған мына жерде тез үй соғып беріңдер, терезесін жауып тастайық, тып-тыныш басқа жерге киіз үй басқа, соғамыз, иә, басқа жерге көшеміз, өйткені бала ұйықтау керек деген. Ол ондай қиын болмау керек, баланы ұйықтату деген нәрсе, баланың ұйқысын дұрыс сақтау деген нәрсе ондай қиын болмау керек. Егер ол ондай қиын болса, жалпы мен ойлайтын едім, әйел адамдар бұрын тоқтататын еді босануды ше. Бұрын просто адамдар жалпы өздерін жақсы түсінетін, ең бірінші очередь өздерінің сезімдерін, екіншіден өздерінің балаларын, яғни басқа адамды да жақсырақ сезіне алатын. Мысалы біз қазір өзіміз қарнымыз ашқанның өзін дұрыс сезіне алмаймыз ғой. Қарнымыз ашқанда ойлаймыз, так мен шөлдеп тұрмын ба, жоқ қарным ашып тұрмын ба, түсінбей тұрамыз да. Біздің сезімдеріміз өте қатты былай атупились дейді ғой, яғни өшіп қалған, біз өз-өзімізді сезе алмаймыз. Ол біз өз-өзімізді түсінбей тұрсақ, баланы қалай түсінеміз да? Сондықтан бізге қазір интеллектпен өте көп жұмыс істеу керек та. Так мен қазір былай түсінемін деген сияқты баланы. Кәдімгідей менімен жұмыс істейтін мамалар соны үйренеді, баланы түсінуді үйренеді да. Сигналдарын, оның поведениесін, не істеп жатыр, не қалап тұр, соны түсінеді. А ұйқымен сондықтан біз комплексно жұмыс істеу керекпіз. Ұйқыға әсер ететін нәрсе көп, бірақ олар табиғи нәрселер. Мысалы, баланың ең бірінші очередь ұйқының ритмдары болады ғой. Ұйқы ритмдары дегеніміз, басқаша айтсақ, биологиялық сағаттар дейді, биологиялық ритмдар дейді адамның. Ол қайттан анау сүннетке келеді тірелгенде ше, таң атқан кезде тұру, күн батқан кезде ұйықтау деген нәрсе. Ол да біздің биологиялық ритмдарымыз. Біз қыс мезгілінде сондықтан біз кішкене көбірек ұйықтағымыз келеді, жалпы адамның организмі солай әсер етіп, организміне табиғат солай әсер етіп отырады. Тура солай балада оның өзінің биологиялық ритмдары болады. Қай уақытта ұйықтағысы келеді, қай уақытта оянғысы келеді. Мамасына сол ритмдарды просто түсіну керек. Ол ритмдар әр жаста әртүрлі. Мысалы, туылғаннан бері 3 аптаға дейін ондай ритмдар мүлдем байқалмайды. Яғни бала оянады, емеді, ұйықтайды. Емеді, ұйықтайды, болды. 2-3 аптадан кейін жаймендеп ритмдар қалыптаса бастайды. Ол кішкене ояу жүре бастайды. Сол нәрсе 1,5 айға дейін бір бөлек ритм, 1,5 айдан 3 айға дейін бір бөлек, 3 айдан 6 айға дейін бөлек, 6 айдан 9 айға дейін, 9 айдан 12 айға дейін. 1 жастан кейін тоже ары қарай жалғасып өзгеріп отырады. Оның барлығы неге байланысты, тоже біз ескеру керек нәрсе. Нерв жүйесіне байланысты ғой. Нерв жүйесі дамыған сайын бала көбірек ояу жүре алады. Мысалы, новорожденный бала 10-15 минут ояу жүре алады. Одан көп ояу жүрмейді. И то 2-3 аптадан кейін. Оған дейін ол көбінесе оянады, бір 2-3 минутта, 5 минутта жуындырып, егер памперс кисе памперсін ауыстырып, одан кейін бірден ұйықтату керек оны. Емізу? Сол кезде емізеді, сол ұйықтайды. Ал 3 айлық бала, оның нерв жүйесі уже кішкене дамыған, ол ұзағырақ ояу жүре алады, 1,5 сағатта ояу жүре алады. 6 айында нерв жүйесі ары қарай дамып жатыр ғой. Одан да көбірек 2,5 сағат ояу жүре алады. Осындай ритмдарын егер мамасы түсініп, зерттеп білсе, баланы ұйықтату оңай болады. Ол бір қиын нәрсе болмайды. Бірақ жаңа айтқанымдай өте көп нәрсе әсер етеді ол жерде. Емізеді, қалай емізеді, қаншалықты жиі емізеді, сол нәрсе әсер етеді. Бала ояу жүргенде не нәрсе істейді ол? Әшейін ғана мамасының бетіне қарап жата ма 1,5 сағат бойы, мысалы 3 айында? Жоқ, әлде мамасы екеуі бірге барып бірдеме істейді ма? Оның, яғни, мысалы көбінесе бізде бала қарау дегенде ойлайды, баланы көтеріп алып, ананы көрсетіп келу, мынаны көрсетіп келу деп, көбісі солай елестетеді. Негізі бала ояу жүрген кезде мамасы просто өмір сүру керек та. Мамасы не тірлік жасайды? Мысалы, мен жұмыс жасаймын ба? Значит, мен балам оянды ба? Мен ары қарай жұмысымды жалғастырамын. Мен тамақ істеп жатсам, ары қарай тамағымды жасаймын. Балаңыз қолыңызда? Бала қолда. Немесе оның өзінің организациясының әртүрлі ережелері бар, өзінің лайфхактары бар да, тәжірибемен келетін. Сол нәрселерге үйреніп үлкен адамдардан немесе мен сияқты мамандардан, сөйтіп ол өз өмірін реттеу керек кәдімгідей. Мынандай болмау керек қой. Тоже табиғи ана болудың бір бөлігі, табиғатта қалай өмір жалғасып кете береді. Бала туылса да өмір жалғасып кете береді. Бала ол мамасының өміріне, отбасының өміріне өзі адаптироваться ету керек. Анасының ритмына. Анасының өмір сүру ритмына, анасының өмір сүру несіне, салтына. Ал бізде қазір опять же басқаша болып кеткен. Бізде қазір бала туады, бүкіл өмірін баласына қарай өзгертеді.
ол ондай болмау керек қой, компромисс болу керек та, гармония болу керек та анасы мен баласының арасында. Алтын ортасын ұстану қажет. Иә. Мысалы мынандай мамалар болады ғой, босанды 3 айдан кейін уже жұмыс істеуге дайын. Жұмысқа шыққысы келсе, окей, баласын алсын да жұмысқа шықсын. Баламен бірге. Не себепті? Өйткені жоқ, ол жұмыста енді бәрібір рұқсат етілмесе ол шыға алмайды ғой, бірақ мысалы мен өз-өзіме жеке кәсіпкер ретінде жұмыс істесем, баламен бірге жұмысқа шығасыз. Не себепті? Өйткені 6 айға дейін баладан ажырауға болмайды ғой. Бірақ яғни балада қажеттілік болып тұр. Мен сенің қасында болғым келеді, мен сенсіз қорқам, мен сенсіз шынымен қатты уайымдаймын, мен ұйықтай алмаймын деген қажеттілік бар да. А мамасында тағы бір қажеттілік бар. Мен сыртқа шығып социальный өмірімді ары жалғастырғым келеді, жұмыс істегім келеді, қыздармен араласқым келеді, қыдырғым келеді деген ода қажеттілік бар. Не істейміз? Екеуінің қажеттілігін гармониялық түрде шешеміз. Яғни мамасы шығады, просто баласын бірге алып жүреді. Екеуі де риза. И осы нәрсені, осындай күтімді жан жақты зерттеп, жан жағынан жөндеген кезде баланың ұйқысы әрқашан жақсы болады. Бізде физиологиялық қажеттіліктер бар, психологиялық қажеттіліктер бар. Сол баланың физиологиялық та психологиялық қажеттіліктерін мамасы түсініп, соларды жауып отырса, баланың ұйқысы әрқашан жақсы болады. Мысалы, біздегідей үлкен адамға психологиялық жағынан қандай қажеттілік бар? Қауіпсіздік сезіну деген, біз өзімізді қауіпсіз сезінсек қана ұйықтай аламыз. Қауіпті сезінген жерде біз ұйықтай алмаймыз. Мысалы, соғыс болып жатқан елдерде адамдар ұйықтай алмайды. Дұрыс па? Өйткені гормондар бөлінбейді, ұйқыға керек. Өйткені қауіпсіздік сезініп жатқан жоқ олар. Тура солай балада қауіпсіздік сезімі болу керек ода. Бірақ баладағы қауіпсіздік сезімі мен біздегі қауіпсіздік сезімі екеуі екі түрлі да. Бала мысалы мамасын бір 5 минутқа жоғалтып алса, көрмей қалса, новорожденный бала уже қорқа бастайды, мамам қайда деген. А бізде ол басқаша түсінік. Сондықтан мамасы түсіну керек, қандай қажеттілік, мен балама не қажет деген сұрақ қою керек та. Сол нәрсенің барлығын берсе, ол негізі көп нәрсе емес. Сол керек қажет нәрсенің бәрін берсе, ұйқысы кез келген жерде тыныш болады. Яғни өзіне қажет нәрселерді беру балаға. Иә. Одан кейін ритмін қарау дұрыс та. Иә, ол да қажет нәрсе ғой. Қажеттіліктердің бірі. Иә, қажеттіліктердің бірі, иә. Және жанынан табу ғой, негізі. Иә. Жанынан табу, яғни тастап кетіп қалмау, яғни жанынан табу, иә. Бірге алып жүру. 6 айға деген ол прям өте ең маңызды шарт. Мамасының жанында болу деген өте үлкен қажеттілік ол. Онсыз бала шынымен қатты қорқады. Мысалға Құранда 2 жыл емізуге ұсыныс абзал деп айтады ғой. Яғни 2 жыл бойы анасы мен баласы, енді бұл емізу деген тек сүт қана емес, бұл психологиялық бір байланыс қой, бір арасындағы бір қарым-қатынастың құралы сияқты, иә. Сол 2 жыл бойы болсын деп, болған абзал деп айтып тұр да. Яғни 2 жыл бойы жанында болу, иә. Иә, бірақ сіз дұрыс айттыңыз, емізу деген ол тек тамақ беру емес, негізі ең бірінші очередь ол мамасының жанында екенін сезіну бала үшін. Мынандай эксперимент жасаған болатын, Харлоу деген Америкадағы ғалым, балаға не нәрсе маңыздырақ, тамақ ішу маңыздырақ па, жоқ мамасының жанында болу маңыздырақ па деген эксперимент жасайды. Оны ол макакамен жасайды, бірақ ол адам баласына да тура солай келеді да ол. Өйткені біз жұмыс істеген кезде оны көреміз практикада. Макака жаңағы екі искусственный манекен жасап қояды. Біреуінде сүті бар, бірақ суық темірден жасалған манекен, жұмсақ емес, сондай ыңғайсыз. Бір манекен мама, ол жұмсақ, жылы, сондай, бірақ оның сүті жоқ. Сөйтіп жаңағы макака, кішкентай макака маймыл, жаңағы жұмсаққа барып жатады, құшақтап оны. Сосын қарны ашқан кезде барып тез анадан бутылкадан сүтін ішіп алады. Сосын қайтадан жұмсақ мамаға келіп жатады. Яғни оған ең бірінші очередь, ол жерде әртүрлі этаптарда зерттеген, бірақ қысқаша тұжырымдамасы соңындағы балаға ең бірінші очередь мамасының жанында екенін сезіну, мамасына привязанный болу, байлаулы болу қайда маңыздырақ, тамақтан да маңыздырақ болып тұр ғой ол нәрсе. Қарны аш болса да лучше мамам жанында болайын деген. Сол себептен әрқашан мамаларға айтарым, 6 айға дейін балаңызды ешқайда тастамай қасыңызда алып жүріңіз. Сонда ол бала сізге сенеді, сізге үлкен сенімі болады. Мен бұл адамға сене аламын деген ода түсінік болады. И баланы өзімен бірге алып жүру қиын нәрсе емес негізі. Егер күтімді дұрыстап үйреніп алса,
мен сияқты осы менен оқыған мамалар сияқты даже паркке да шығу, қонаққа да бару, тойға да бару, баламен бару ешқайда қиын болмайды. И 2 жасқа дейін осы емізу дұрыс жасалынса, баланың мамасына деген жаңағы сенім ғой, байлаулы привязанность дейді ғой, плюс доверие, яғни мамасына сене алатын болып шығады. Ал мамасына сене алатын адам деген ол өзіне сенімді адам. Яғни біздің мамаға деген сеніміміз, жалпы мамаға кейін папаға, ата-анамызға деген сеніміміз, егер біз ата-анамызға сене алатын болсақ, ол не деген сөз? Значит, біздің ата-анамыз стабильный адамдар деген сөз да. Яғни олар бізге шынымен тіреу бола алатын адамдар. Біздің кішкентай кезімізде психикамыз өте дамымаған, әлсіз болғандықтан бізге сондай бір сырттан бір адам керек қой, үлкен, бізге тіреу болып тұратын. Біз сондай тіреуді көрген кезде біздің психикамыз ары қарай жетіліп жатады да, өз орнына әр нәрсе өз ретімен дамып отырады. Сол себептен емізу 2 жасқа дейін болғаны шынымен абзал. Өйткені ол басқа жағынан, күтімнің басқа жағынан барлығы қирап жатса да, бір хотя бы емізсе ғой, соның өзі балаға жаңағы сенімді қалыптастыруға үлкен көмегін береді. Яғни психиканың ары қарай дұрыс жетілуіне септігін береді ол нәрсе. Күшті. Енді мана айтып жатырсыз ғой, баланы сәбиге қарап анасы негізі қажеттіліктерді түсінеді деп. Яғни ұйқы ритмін анасы өзі түсіну керек деген сияқты. Енді осы қажеттіліктерді қалай түсінсе болады анасы? Мысалға, кіші дәрет үлкен дәретке барысы келуін сәбидің қашан емгісі келіп жатыр, қашан ұйқысы келіп жатыр деген сияқты. Осындай анасына әлде бір белгілі бір деңгейде инстинкт беріле ме? Осы туралы айтсақ. Күшті сұрақ қойдыңыз, рахмет. Көбіміз осы нәрсені шатастырамыз, инстинкт пен интеллект деген нәрсені. Бізде адамның миы өте комплексный. Ол жерде инстинктке жауап беретін бөліктер бар, интеллектке жауап беретін бөліктер бар да. Екеуі де бізде жұмыс істейді. Бірақ біздің миымыз өте дамыған болғандықтан бізде интеллект инстинкттен жоғары тұрады. Яғни басымырақ болып тұрады. Біз бір шешім қабылдағанда көбірек интеллектке жүгінеміз инстинктке қарағанда. Сондықтан біз кейде инстинктке қарама-қарсы нәрсе істеп қоюымыз мүмкін да. Егер біз мысалы бір жерден бір нәрсені оқып алсақ, ол біздің интеллектке байланысты. Ол нәрсе дұрыс емес болуы мүмкін, бірақ біз сонда да істейміз да, өйткені интеллект басымырақ болып келеді. Енді инстинкт те керек, интеллект те керек. Инстинкт не нәрседе керек? Әсіресе босанған кезде керек. Инстинктивно біз қалай бізге жеңілірек екенін білеміз. Мысалы, тұрып босану, отырып босану жеңілірек екенін біз сезіп тұрамыз. Ол да инстинкт. Хотя интеллектпен бізге мысалы, ол негізі дұрыс емес жатып босану дегені, бірақ біз интеллектуально біз бір жерден оқып, дұрыс емес ақпаратты оқысақ, біз ойлауымыз мүмкін, мен жатып босанамын деп та. А негізі бізге инстинктивно біз тұрғымыз келіп тұрады, отырғымыз келіп тұрады болмаса. Тұрып біз кішкене шайқалып қозғалғымыз келіп тұрады. Босанған кезде инстинкттер өте маңызды. Босанғаннан кейінгі бірнеше күнде инстинкт өте маңызды. Өйткені баласын емізгісі келіп тұрады, емшек бергісі келіп тұрады, қолында ұстағысы келіп тұрады, оның бәрі инстинкт. Баласымен бір қауіпті бір жағдай болған кезде инстинкт тоже әсер етеді. Яғни бір экстренный бір жағдайларда инстинкт көбірек жұмыс істейді. Мысалы, баласына бір ит жүгіріп бара жатса, міндетті түрде инстинкт жұмыс істейді ол жерде, интеллект емес та. Бірақ көп жағдайда, одан бөлек көп жағдайда интеллект жұмыс істейді. Сондықтан мамаларға білім алу керек. Қажеттіліктерін түсіну үшін білім алу керек. Жаңа осының алдында айтқанымдай, бұрын білім ұрпақтан ұрпаққа беріліп келетін, аналар кәдімгідей үйрететін. Міне балаң өйстіп жатса, қарны аш, балаң өйстіп жатса, кіші дәретке шыққысы келіп жатыр, былай күшенсе үлкен дәретке шыққысы келіп жатыр деп. Қазір ол білім үзілген, значит, үйрену керек. Кәдімгідей мамандардан үйрену керек. И үйренгенде де қандай маманнан үйренетінін тоже таңдау керек та. Жаңағы айтқанымдай, табиғи емес нәрсені үйрететін қазір өте көп. Бірақ ол нәрсе шынымен зиян. Ол не только былай емес та, типа былай істесең де болады, былай істесең де болады, екеуі де нормально емес. Біреуі міндетті түрде зиян болып тұрады. Ол сіз мысалы шынымен жасыл алма жесеңіз болады, жоқ жасыл пластиковый алма жесеңіз болады, екеуі де нормально деген болмайды ғой. Иә. Біреуі зиян ғой, пластик зиян ғой. Тура солай.
ең не нәрсе дұрыс екенін аналар міндетті түрде ойлану керек. Так, мынау дұрыс па менің балама? Мынау қаншалықты оның организміне табиғи немесе табиғи емес деген ой болу керек адамдарда. Бұл нәрсені орысша осознанность дейді ғой, саналы түрде ойлану керек кәдімгідей. И ойланып, маманды таңдап, содан үйрену керек. Қажеттіліктерін түсіну керек. Сонда ғана түсінеді. Үйренгеннен кейін оны практикада қолдану керек. Өйткені көбіміз тоже оқып аламыз, көріп аламыз, бірақ практикада қолданбаймыз. Ерінеміз, немесе қиын болып көрінеді. Өзіңіз әр баланы мамасы ғана ең жақсы түсінеді ғой. Мен сияқты, может, көп баланы көрген мамандар барып бірден біліп қою мүмкін, так, қазір кіші дәретке шыққысы келіп жатыр, тосып жіберіңіз деген сияқты да. Бірақ бәрібір 100% баласы кімнің қасында? Мамасының қасында ғой. Сондықтан мамасын наблюдать ету керек та, зерттеу керек, кәдімгі как ғалымдар сияқты баласын былай зерттеп отыру керек. Оның поведениясын. И сол кезде ғана ол үйрене бастайды. Осындай 3 этаптан тұрады. Және осылай үйреніп алса, өзіне де жеңіл сияқты негізі. Аналық периоды әдемі дейтін сияқты. Мысалы, бір құрбым айтып жатырмын да, ол баласы бар уже, памперс оказывается зиян екен депші. Себебі мен өзім шынымды айтсам, памперссіз бала көрмеппін. Бәрі памперспен да. Еще сұрақ қоямын, қандай памперс жақсы депші. Соншалықты ол памперс жоқ деген вариантты көрмей өскен, то есть көрмеппін осыған дейін, памперсіз бала көрмеппін. И сол құрбым айтады, негізі дейді, бала өзі белгі береді екен, мамасы да сезген дейді да. Мысалы жаңа құрбым бала дүниеге келе салып жатқызады ғой енді кроватьға. Сол кезде жаңа денесі тітіркенді дейді. Мен түсініп тұрмын дейді да. Ол бала дәрет сындырайын деп жатыр да. Бірақ памперсін киісіп қойдық дейді. Дәрет сындырайын деп жатыр, окей деп памперсін киісіп қойған. Сөйтіп қиналып жаңағыдай дәрет сындырған. Одан кейін бірақ ол бала ондай тітіркену жаңағыдай уже көрсетпепті кейін. Яғни үйреніп алған да памперске. Одан кейін мен де сезбей қалдым дейді да, ол баламның сондай тітіркенін байқамадым дейді да. Яғни негізі инстинкт беріледі басында. Бірақ одан кейін оны инстинктті жүзеге асыру үшін уже интеллектті қосу керек, білім алу керек деген сияқты ғой. Қызық. Енді мындай сұрақ қойыншы, осы памперс туралы жалғастырып соңына дейін жеткізіп жіберсек. Мысалға, енді аналар өмірін жеңілдету үшін барып жатады бұндай амалдарға. Мана айттыңыз ғой, негізі сонау КСРО кезінен шыққан кеңес үкіметі кезінде аналарды жұмысқа салу үшін тез-тез памперске, прикормға тез-тез не істеп жұмысқа шығыңдар деген мағынада қолданылған деген сияқты. Енді зияны түсінікті деп ойлаймын, зиянына тоқталмай қояйық. Бірақ қалай енді жеңіл түрде памперсіздікке үйретуге болады баланы? Яғни тосуға дейін ба? Қалай және қай айдан бастап үйрету керек бұл нәрсеге? Жалпы осындай зиянды нәрселер бар ғой, памперс, соска, молочная смесь деген, ол да негізі табиғи емес нәрсе. Ол үлкен адам мысалы жақсы бір шай ішкенмен және бір ең краска қосылған бір шай ішкенмен бірдей да. Шынымен сөйтіп салыстырайықшы, ол рас. Молочная смесьте ешбір дәрігер, ешбір маман айтпайды, вот молочный смеське көше салыңыз деп. Міндетті түрде ГВ-ні сақтауға тырысады барлығы. Өйткені екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Анасының сүті мен молочный сместің айырмашылығы өте үлкен, ешқашан ол бірдей болмайды, және баланың дамуына бірдей әсер етпейді. Жер мен көктей эффектісі. Және солай өскен балаларды салыстырсақ та екеуінің айырмашылығы өте үлкен. Бірақ памперс, молочная смесь, соска және басқа да искусственный нәрселердің барлығы қай кезде оларды пайдаланған кешірімді деп айтайық, қиын жағдайларда. Мысалы, бала операция жасаған кезде балаға жаңадан туылып, менің қызым туылды, бірден операция жасады, 3 аптаға бізді айырды. Ол 3 апта бойы міндетті түрде әрине памперсте жатты ол жерде. Оған соска да берді, өйткені оны ешкім ұйықтатқан жоқ. Мен оның қасында бола алмадым.
болмаса патологияға жатқызады балаларды, недоношенный балаларды, болмаса анасына операция жасайтын кездер болып қалады ғой, анасы реанимацияға түсіп қалады босанғаннан кейін, иә, балаға қарайтын, дұрыс қарайтын адам жоқ. Вот осындай ситуацияларда бұндай заттарды қолдану простительно, өйткені басқа амал жоқ. Ол жердегі барлығы тек ана мен баланың өмірін аман сақтап қалуға арналған болды. Бірақ анасының дені сау, баласының дені сау, екеуі бір-бірінің жанында болса, онда ондай нәрселерді пайдаланбаған абзал, мүлдем. Әсіресе вот искусственный соска, бутылка деген нәрселерді. Егер анасының денсаулығы бар болып тұрса, емізуді реттеп алуға тырысқаны ең жақсы вариант. Бірақ именно памперске келгенде біздің көбіміз ерінеміз. Мысалы, емізуді реттеп алады күшті, ұйықтатуды реттеп алады. Даже менен оқыған мамалардың көбісі солай істейді. Барлығын реттеп алады, бірақ тосуды әлі бастамадық дейді да. Неге деп сұрасам, білмеймін, ерінем немесе қорқам дейді. Көп адамда бір қорқыныш бар екен. Мен балам сиіп қояды, бір жерді бүлдіріп қояды, үлкен туалетке барып қояды, мен прогулкаға шыққанда ол жіберіп қойсашы, мен не істеймін, киімі су болып қалсашы. Яғни бір баланың дәретке шығуы үлкен бір проблема екен біздің қоғамдағы түсінікте жалпы. Осы кезде мен айтқым келеді, именно хадисті келтіргім келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сахабалар өздерінің балалары туылған кезде балаларын алып келетін, чтобы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға дұға ету үшін, дем салу үшін, көрсету үшін, сол кісінің дұғасын алып қалу үшін. Сол кезде бір рет жаңадан туылған нәрестені беріп жатқан кезде ол жіберіп қояды, кіші дәретті сындырып қояды. Сосын сол кезде жаңағы беріп жатқан сахаба әкесі, әкеңіз маған деп алайын деп жатқан кезде, ой, тоқтай тұр дейді, бітірсін дейді, аяқтасын дейді. Киімі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның киімі былғанып тұр, пайғамбардың киімі былғанып тұр да. Ол айтып тұр, тоқтай тұр, аяқтап алсын дейді. Яғни ол кісінің өзі ол нәрсеге өте бір қалыпты, жеңіл нәрсе ғой негізі деген, дәретке шығу деген бәріміз жасаймыз, ол ең табиғи нәрсенің біреуі. Сондықтан оған бір үлкен проблема түрінде қарамау керек деп ойлаймын. Ол шынымен өте қарапайым жеңіл нәрсе. Ол бала жіберіп қойғаннан бір, білмеймін, әлем төңкеріліп кетпейді ғой. Киімін ауыстырасыз, еш нәрсе етпейді. Жуасыз, еш нәрсе етпейді. Жуғанда да біз қазір қолмен жумаймыз ғой, стиралкаға сала саламыз, қоса саламыз, қиын еш нәрсе жоқ. Біз көбінесе басымызда қиындатып алады екенбіз да, просто ерінеміз сосын. Бірақ мен ойлаймын, зиянын түсінген мамалар ерінбейді деп ойлаймын. Сондықтан памперсті именно басқасын реттемесе де, бірақ памперсті реттеуге көбісі почему-то бармай тұрады, батылығы бармай тұрады. Енді памперсіздікке қалай келу деген сұрағыңызға жауап, ең бірінші очередь жаңағы мамасы өзінің ниетін жөндеп алу керек та, өзіне приоритет қойып алу керек. Маған не нәрсе приоритет деп ойлансын әр ана. Маған баланың денсаулығы приоритет па? Жоқ әлде мүмкін туғаннан кейін мамасы өте ауыр жағдайда жатқан шығар. Оған приоритет қалпына келіп алу. Окей, 3 айға дейін қалпына келсін. Өзіне деген өте көп күтім жасасын, балаға басқа жағынан дұрыс қарасын, тоспаса да. Хотя тосу именно 3 айда өте қатты көмектеседі. Іші ауырған кезде, үлкен дәретке шыққан кезде, кіші дәретке шыққан кезде, өйткені именно 3 айға дейінгі балалар, новорожденный балалар, олар дәретке жеңіл бара алмайды. Қиналады олар, міндетті түрде қиналады. 3 айдан кейін оларға бару жеңіл, 3 айға дейін өте қиналады. Сондықтан баланы тосу негізі туылған кезден басталады. Туылған бойда тосады, иә, сонда? Иә, примерно туылғаннан кейін 2-3 күннен кейін уже бастаса болады. Мамасына қарай ғой ол. Негізі мамасы босанып уже как бы отыра алатын жағдайда болса, ол бірден тосса да болады. Тосқанда бұл жерде маңызды нәрсе, көбісі тосуды тек бір түрін ғана біледі. Үлкен баланы тосқандай тосады. Горшокке да? Горшокқа болсын, тазикке болсын, бірақ позасы да, ол жерде баланы қолда ұстау позасы көбінесе біреуін ғана біледі адамдар. Сондықтан оны қарапайым адамдар ғана емес, дәрігерлер де көбінесе бір ғана позасын біледі да. Сондықтан дәрігерлер ұрсады, тоспаңдар балаларыңды, олай әлі басын ұстай алмайды, мүлдем қатпаған, олай ұстамаңдар деп. Бірақ негізі 3 айға дейінгі баланы мүлдем басқаша тосады. Қалай тосады? Осылай қолда жатқан кезде, поза колыбелькада. Оны тосуды да мысалы мен курста көрсетем. Соның өзін біреулер мысалы қорқып тұрады почему-то балаларынан ше. Бірақ негізі қорықпай,
ол өте физиологиялық жағынан ешқандай зияны жоқ поза. Бала почти жатады, сондай позада оны тосады. 3 айға дейін сол позада тосады, 3 айда уже басын ұстай білген кезде жаңағы ең популярный, бәріне танымал позада тосады. Бірақ тосқанда да тосудың организациясы болады ғой, яғни қай кезде тосасыз, қалай тосасыз, қандай рефлекстер тудырасыз, мамасы өзі искусственный рефлекс не қылса болады, қалыптастырса болады балада. Мысалы бір звуктарға деген кезде шығасың деген сияқты, иә. Яғни тосудың организациясында мамасы әр возрастта біліп тұру керек. Бірақ жалпы туылған кезден бастап баланы тосуға болады. Білсе, дұрыс қалай дұрыс екенін білсе. Кейін жаңа туылғаннан кейін неге 3 айға дейін, егер приоритет баланың денсаулығы болса, 3 айға дейін тосу неге маңызды? Соны аяқтап кетейін. Өйткені бала 3 айға дейін өзінің бұлшық еттерін мүлдем контролировать ете алмайды ғой ол. Яғни жалпы адам баласы ең әлсіз болып туылатын жаратылыста, ол 3 жасқа дейін ол дамып отырады. 3 жасқа дейін ол дамымаған болып саналады. Биологиялық жағынан, физиологиялық жағынан дамымаған болып саналады. И 3 айға дейін ол мүлдем өзінің бұлшық еттерін дұрыс контролировать ете алмайды. Сондықтан былай болады, жиналады дәрет, давлениені сезіп тұрады астында, бірақ ол давлениеден қалай құтыларын білмей тұрады. Сезіп тұр, бірдеме шыққысы келіп жатыр ішке, сыртқа қарай, но не істерін білмейді. Сондықтан бала тыпыршып кетеді, аяқтарын жыбырлатады, қолдарын жыбырлатады, күшене бастайды, қызара бастайды, дірілдейді, не істерін білмей кетеді да. Сол кезде мамасы тосып, дұрыс позаға алып, емізіп, көмектессе, сол кезде бала оңай шығады да. Бала да қиналмайды, ананы түсінбей жатқан мамасы да қиналмайды да, түсінбегендіктен. Сондықтан 3 айға дейінгі тосудың ең үлкен көмегі сода. Балаға жеңілдік ол кәдімгідей. Ол жерде жалпы тосудың мақсаты, негізгі мақсаты табиғи, осы естественный материнствода. Оның мақсаты баланы бір тренировать ету емес басында. Ең бірінші мақсаты балаға көмек беру. 3 айдан кейінгі мақсаты балаға өзінің бұлшық еттерін контролировать етуді үйрету. Яғни тосу кәдімгідей ол үйрету процесі да. Тосып жатқан кездің өзінде үй жағдайында кейде бала жіберіп қой, мүмкін өзімен өзі, это нормально. Яғни біз ол нәрсенің барлығын ескеріп отырамыз. Біздің мақсат тосудағы балаға өз бұлшық еттерін контрольда ұстауды үйрену. Өйткені ол білмейді оны. Осы Алла қаласа сіз ана болғаннан кейін түсінесіз, тосуды новорожденныйға үйреткен кезде новорожденный баламен туып жатқан әйелдің поведениесі бірдей. Босанған әйелдер оны біледі. Бірінші рет босанып жатқан кезде давление сезесіз, ана давлениемен не істерін білмей кетеді. Не істейін деп сұрап тұрады ана жерде акушер врачтардан. Оған айтады, жат, былай тыныс ал, былай аяқтарыңды көтер деп та. Мысалы, оның барлығы бізге көмек еткен. Біздер шынымен білмейміз да. Бірінші рет босанып тұрмыз ғой. Тура солай бала да бірінші рет шығайын деп тұр да дәретке. Білмейді ол қалай істерін. Қалай күшену керек, аяғын қалай көтеру керек екен. Сондықтан тосу осы көмек нәрсе ол. И солай мамасы көмектесе берген сайын 3 айға дейін ол көмек болса, 3 айдан кейін ол тренировка дедім ғой жаңағы, үйрету, иә. 3 айдан кейін ол үйретіп жалғастырса, ары қарай уже 3 айында бала памперсіз прогулкаға шыға алады, мысалы. 1 сағат, жарты сағат точно дәретке шықпай мамасына сигнал беріп отырады, мама мен шығамын деген сияқты. Немесе прогулкада да дәретке шығуға болады. Иә. Мысалы кафеге келдім ма, барып дәретханаға барып тосып алады деген сияқты. Ол өте оңай нәрсе негізі. Тосып жаңағыдай жалғастырып кете берсе, 9 айында уже 1,5 сағат шықпай отырады. 1 жасында 2 сағаттай шыдап отырады. Ол мамасының және тағы бір маңызды нәрсе, тосылған балалар, олар мамасын күтіп отырады. Да. Мамасына сигнал беріп, егер сигналды мамасы түсінсе тосады, түсінбесе, мам кешір, мен саған айттым ғой дейді да, жібереді. Бірақ ол сигнал береді міндетті түрде. Күтіп отырады мамасын тосқан. Және мысалы памперсқа үйреніп қалған балалар уже сигналды сезбей қалды. Иә. То есть сигнал бермей қалды. Бермейді. Анасы да сезбей қалады. Анасы да сезбейді, иә. Қызық. Өте қызық. Енді мынандай сұрақ қойсам, енді памперс туралы түсінікті болды деп ойлаймын. Иншалла аналарға жеңілдік берсін Аллах тағала.
жақсы, тазалыққа да күшті ғой бұл нәрсе, бала тазалыққа үйренеді деген сияқты. Енді шынымен де мысалы памперс деген нәрсе табиғатқа қарсы, мысалы жатып дәретке бару деген балаға қиын ғой. Бала не только балаға, кез келген үлкен адамға да мысалы, кез келген адамға қиын. Осы жерде шынымен тосу деген нәрсе баланың бұлшықеттеріне, өзіне және психологиялық тұрғысына да мысалы бір нәрсе давить етіп тұрған кезде көмектесу, тосу тең болады көмектесу деген мышление болса, мүмкін аналарға оп-оңай үйреніп кететін шығар. Алла қаласа, күшті нәрсе. Енді мындай сұрақ қойсам, бала тәрбиесіндегі бала күтімі жайлы айтсақ, яғни кезінде бала тәрбиесі үлкен бір институт болған деп ойлаймын. Мысалға қазір біз жеңіл қарай салатын сияқтымыз ол нәрсеге. Мысалға Абайды анасының дәретсіз емізбеуі. Яғни бұл жерде рухани да, физикалық та, физиологиялық та бір тазалық болып тұр ғой анасының. Және әжесінің де анасының да жасына сай, Абайдың жасына сай жыр дастандарды айтып отыруы, ертегілерді айтып отыруы да мысалға. Осы нәрселер туралы айтсақ, бала күтімі тек қана күтім емес, тәрбие де беру. Осы жерде екеуі қалай байланысты, бала күтім мен тәрбие? Мысалы, мамалармен жұмыс істегенде мен айтам, баланың тәрбиесі 3 аптадан басталады. Негізі хадис бар ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келеді 2 жасар баласымен бір әйел, менің балам осындай, мен оны қалай тәрбиелеймін деп. Ол айтады, сен уже 2 жылға кешіктің дейді. Ол, яғни, мамасының ішінде жатқан кезден бастап тәрбиеленеді. Бірақ фактически, яғни практика түріндегі тәрбиелеу сол бір 3 аптадан кейін басталады. Өйткені мамасы сол 2-3 аптаның ішінде аяқ қолын жинап алады и уже шамасы келеді баланы тәрбиелеуге. Бірақ тәрбие дегенде көбісі бір мынандай нәрсе бар да, ұғым. Тәрбие мен баланың барлығына келісіп ата-анасының айтқанын істеу, осы 2 нәрсені шатастырады да. Яғни тәрбие деп соны түсінеді, тәрбие деп менің балам менің айтқанымның бәрін істесе, ол тәрбиелі деп ойлайды. Тұр десең тұрады, отыр десең отырады. Ананы істеме десең істемейді. Осы нәрсе тәрбие деп ойлайды көбісі. Болмаса тағы бір кері ұғым бар. Тәрбиесіздік, бірақ оны қазір қалай айтайды? Оны тәрбиесіздік деп ойламайды көбісі, әсіресе жас ата-аналар баласына барлық нәрсеге рұқсат береді да, бірақ ол түбінде тәрбиесіздікке алып келеді. Ол да жаман нәрсе. 2 не ғой, ортасы болу керек та, опять же, алтын ортасы болу керек. Тәрбие деген сол нәрсе, балаға мамасының, бірінші очередь мамасының, сосын әкесінің өздерінің авторитеті арқылы өмір сүруге үлгі көрсету. Қандай өмір сүруге үлгі көрсету. Ол тәрбие міндетті түрде өзінен басталады. Әрқашан өзімізбен жұмыс істейміз біз. Өйткені авторитет тек солай ғана қалыптасады. Бала авторитетный, яғни авторитеті бар ата-ананы көргенде, ол сол авторитеттің артынан ергісі келіп тұрады. Осы нәрсе тәрбие да негізі. Мысалы, және ол тәрбие әр кезеңде әртүрлі болады. Мысалы, 3 апталы баланы біз қалай тәрбиелейміз? Біз отырып алып, оған бір былай істеуге болмайды деп айтпаймыз ғой. Біз емізуді дұрыстаймыз. Емізген кезде мамасы қалай емшекті береді? Мысалы, қандай әдеппен береді? Мысалы, дәрет ол бір бөлек, ол рухани жағынан, жалпы мұсылмандар жалпы әрқашанда дәретпен жүру керек қой. Ал дәретін жоқ болса, барып дәрет алып емізгені, конечно, ол керемет нәрсе. Бірақ емізу организациясы, яғни организация грудного вскармливания дұрыс болу керек емізген кезде. Мамасы қалай емшекті береді? Тіпті мысалы баланы қолда ұстаған кезде мамасы еңкейе ме, оған қарай бүйтіп бүкірейіп отырып емізе ме? Көбінесе өйстіп емізеді мамалар. Болмаса өзі тік ұстап баланы өзіне қарай жақындатады. Екеуі 2 түрлі қарым-қатынас қой. Біріншісінде мамасы еңкейіп баласына қарай еңкейіп тұрады. Екіншісінде мамасы баланы өзіне қарай жақындатады. Түсініңіз ба? Жалпы отбасы құрылған кезде, отбасының моделі деп айтайықшы, центрда кім тұр? Отбасының. Біреуде бала тұрады центрде. Оны детоцентризм деп айтады еще психологияда, Бала центрде тұрады, мамасы, папасы, атасы, әжесі бүкілі сол баланың айналасында планеталар сияқты айналып жүреді да. Ол тәрбиенің бір моделі ол.
екінші табиғи модель деп айтайықшы, естественный модель. Ол жерде ата анасы тұрады, и ең бірінші әкесі тұрады, кейін анасы тұрады, одан кейін баласы тұрады. Бірінші баласы тұрады, одан кейін екінші баласы тұрады, одан кейін үшінші баласы тұрады да. Яғни кезек бойынша отбасылық иерархия ол да тәрбиеге әсер етеді. И вот табиғи модельде бірінші әкесі тұрады, сосын анасы тұрады, екеуі екі авторитет, солардың айналасында солармен бірге соларға кірісіп балалары жүреді. Яғни бала ата анасының өміріне қарай ену керек қой, гармоничный бай. Түсінікті шығар, иә? И осы нәрсенің өзі баланың тәрбиесіне әсер етеді. Емізіп жатқан кезде мамасы еңкейе ме балаға қарай? Жоқ, мамасы өзін авторитет сезініп, өзі үлкен адам ғой өйткені. Міне балам, мен сені осылай құшақтап, осылай басыңды ұстап, осылай емізем деген. Екеуі екі түрлі нәрсе. 3 аптада солай басталады. Одан кейін, мысалы 3 айында бала ояу жатқан кезде мамасы не істейді? Сол нәрсенің өзі баланың тәрбиесіне әсер етеді. Ол қандай маманы көреді? Ол баласының қасынан бүйтіп бетіне қарап жататын, погремушкамен, сылдырлақпен бүйтіп сылдырлап жататын, соскасын аузына сала беретін, болмаса керісінше баласына қарамай тиктокта отыратын, сондай ананы көре ма? Жоқ, әлде баласын кейде қасына жатқызып, кейде қолына алып, тұрмыс тірліктерін жасап жүрген, болмаса сыртқа шығып бір жұмыстарын жасап жүрген ананы көре ма? Көрдіңіз ба? Бірінші айтқан ситуацияда ол өмір оған дым қызық емес сияқты, өмірінің барлығы тек баламен тоқтап қалған сияқты, болмаса мүлдем өмір қызық емес, тек тикток пен рилс қана қызық, сондай ананы көреді да. Ал екінші мысалда ол өмір қызық, өмірде көп нәрселерге жауап беретін, көп нәрсемен айналысатын, бір өмірді жақсы көретін үлкен адамды көріп тұр да. И бала сол көрген нәрсесін сіңіре береді да, өскен кезде тура сондай адам болып өседі. Ол да тәрбие. Яғни айтқым келгені 1 жасқа дейін, жалпы 3-4 жасқа дейін, негізі 7 жасқа дейін деп айтсам да қате болмайды. Көбінесе біз өзіміздің сөзімізбен емес, іс-әрекетімізбен тәрбиелейміз баланы. Біз өзімізді қалай ұстаймыз баланың жанында, соның барлығы баланы тәрбиелейді да. И күтім осы жағынан әсер етеді тәрбиеге. Мысалы, жаңағы ояу жатқан кезде баламен не істеу керек? Бала күтімінде баланың бетіне қарап жату керек емес. Баланың жағдайын жасап қою керек, болды, ары қарай өзінің тірліктерін жасайсың. Сонда қараңыз, мамасы үйдің тірлігін жасап, өзінің жұмыстарын жасап үлгереді бала ояу жүргенде. Плюс бала тәрбиеленіп жатады. Қыз бала мысалы көріп жатады, кішкентайынан, ол 3 айынан бастап көріп жатады, то, что мама тамақ істейді, ананы да істейді, мынаны да істейді. Ол бала да оны көріп жатады. Ол жалғасып кетеді, 6 айында да көреді, 1 жасында да көреді, 1,5 жасында да көреді. Өйткені постоянно мамасының қасында да бала. И сөйтіп көргеннің арқасында ол 5-6 жасқа келгенде ол балада түсінік болмайды, типа кім жасайды мынаның бәрін деген ода сұрақ тұрмайды да. Мен мысалы солай өскенмен мен түсінбейтінмін. Тамақты істеу керек екенін, үй жинау керек екенін, оны бір адам жасайтынын. Бізде көп бала түсінбейді оны. Бізді 5-ке бөліп тастайды ғой, біз бөлек жатамыз. Біз бөлек жатамыз. Сосын андай кез бар ғой. Бар, апаңа бара тұршы, мен тамақ істеп алайын. Бар, атаңа бара тұршы, мен тамақ істеп алайын дегенше. Бізде отбасыда, тәрбиеде ондай нәрсе жоқ. Баланы қасыңа алып бірге істеу деген, балаға көрсету, үйрету деген нәрсе жоқ қой. Соның кесірінен, шынымен соның кесірінен көп қыздар да, ұлдар да өскен кезде анасының қандай үлкен жұмыс жасайтынын түсінбей тұрады. Түсінбегені мейлі, олар өздері үйленеді ғой. Қыздарға кейбіреулеріне қиын болып тұрады ғой үйдің тірлігін жасау. Көп қыздарға, негізі көп қыз келіншектерге жасау қиын, ерініп тұрады. Ананың қандай маңызды іс екенін түсінбей тұрады. Иә? Ер кісілер қалай өседі? Олар бағаламай өседі. Өйткені олар кішкентай бала кезінен көрген жоқ қой анасының қаншалықты көп нәрсе жасайтынын. Көрген жоқ, түсінбейді, санасына енбеген ол кішкентайынан өседі. Сосын, не істеп отырсың, үйде жай ғана тамақ істеп отырсың ғой деген сияқты түсінік болады да. Сол видите, ол күтім тәрбиемен қатар жүретін нәрсе сондықтан. Күтім дегенде бізде көбінесе тамақтандырумен ұйықтатуды ойлайды, негізі ол бірге жүреді тәрбие. Вот бірақ аспект айттым мен жаңағы ояу жүрген кезде тұрмыс тірліктерін бірге жасау деген. Ал одан бөлек 10 шақты аспект бар ғой әлі.
Сыртқа далаға шыққанда мысалы сіз баланы бөтен адамның қолына бере саласыз ба, ұстай тұрыңызшы баланы деп та мысалы, жоқ әлде өзіңіз как-то баланы ұстап басқа нәрседен көмек сұрайсыз ба, мысалы колясканы шығара алмай тұрсаңыз колясканы шығарып жіберіңізші, мен баланы көтере тұрайын деп айтасыз ба, или наоборот мен баланы ұстай тұрыңыз, мен колясканы шығарайын дейсіз ба, екеуі екі түрлі. И ол не нәрсеге әсер етеді? Балаға деген қарым қатынас қой. Иә, ол балаға деген қарым қатынас. Ол не нәрсені көрсетіп тұр? Ол сіздің балаңыз ол жерде мама сен қайда кеттің, мен мына жерде бір танымайтын біреумен тұрмын ғой деген қорқыныш сезім береді да оған. И ол балаға сұрақ тудырады, мен мамаға сене аламын ба? Мама неге мен басқа біреуге бере салады деген сұрақ болады да балада. Соның кесірінен ода тревожность жоғарылайды. Ол жылайды, оның ұйқысы бұзыла бастайды. Ол мамасына жабысып қалады, мам, мен тастамашы, мен кетпеші, мен бермеші олай біреулерге деп. И осы моментте біз балаға бүйтіп назар аударып, мына мен не болып жатыр, неге мынандай болып кетті деп ойлансақ, түсінер ме едік, может быть. Ешқандай курс өтпей-ақ түсінер ме едік. Бірақ біз назар аудармаймыз ғой. Бізге басқа нәрсе қызық болып кеткен ғой қазір көп мамаларға, жалпы адамдарға, иә. Біз байқамаймыз, анау бала шыңғырып жылап жатыр, оған бірдеме керек болып тұр мамасынан, а мамасы не понимает его. И вот, например, жаңағы сыртқа шыққан кезде бөтен адамдарға қолға бермеу, баланың сезімін құрметтеу. Бала өйткені барғысы келмейді бөтен адамға. Ешбір бала барғысы келмейді бөтен адамға. Егер сізді көшеде бір бөтен еркек құшақтап, кеш мен саған ойыншық алып беремін, мен мынандай нәрсе алып беремін, ол сізге жақсы ниетпен келіп тұр, бірақ ол бөтен адам. Сізге жағымсыз болады ол нәрсе. Сіз қорқып қалуыңыз даже мүмкін, далаға шыққыңыз келмей қалуы мүмкін оның кесірінен. А тут кішкентай бала мүлдем жүре алмайды, басын ұстай алмайтын. Сіз оны аласыз да бір бөтен біреуге бере саласыз. Сезеді, иә, сонда олар. Міндетті түрде сезеді. Ол 2 айға дейін сезеді, иіспен сезеді көбінесе. А 2 айдан кейін уже көре бастағаннан кейін ол көреді. Ол басқа адам екенін көріп тұрады. Шынымен мысалға бала жатырқауы, жылауы, естественный нәрсе, иә, то есть табиғи. Әрине. Мен шынымды айтайын, мен біздің ұлттың күтімде мен көп нәрсені өзім ана болып, осылай маман болып жұмыс істегеннен кейін ғана ойланып келе түсіндім. Көп нәрсе білмеймін неге екенін, бірақ кейбір жақтар бұзылып кеткен да. Соған қатты мысалы жаным ашиды. Мысалы жаңағы жатырқамайды деген. Мен балам жатырқамайды, күшті деп ойлайды. Ол жақсы нәрсе емес қой? Жақсы нәрсе емес па? Мүлдем жақсы нәрсе емес. Біз ойлаймыз ол әлемге ашық деген сияқты. Жоқ, оның шегі бар ғой, ол әр жаста әртүрлі болу керек ол. Мысалы 9 айлық бала жатырқамай тұрса, менде сұрақ болатын еді, неге жатырқамайды ол? Өйткені жатырқамау деген нәрсе ол опасный нәрсе, ол қауіпті нәрсе. Көшеде бала бөтен адамды бөтенсу керек, ол түсіну керек, мен мына адамға жоламау керекпін, мен одан қашу керекпін деген. Не себепті қазір шынымен көп болып кеткен ондай. Баланы қолынан ертіп былай алып кетуге болады оп-оңай. Иә, сөйтіп ұрлайтындар көбейген. Бүкіл әлем бойынша жалпы сондай, бірақ бізде де ол бар да. Сондықтан бала жатырқау керек, ол түсіну керек. Мынау бөтен адам, а мынау бөтен емес деген. Даже білесіз ба, ол туысқаны келіп тұрса да, ол білу керек, мына туысқанды мен көрмедім бұрын. Бала ол туысқанға барғысы келмей, былай сыртынан зерттеп жүреді бірінші. Ол мамасының ана туысқанмен қалай сөйлесіп отырғанын зерттеп отырады. Мамам күліп сөйлесіп отырса, мамасы бүйтіп шынымен жылы құшақтап, бетінен сүйіп, солай сөйлесіп отырса, ол тезірек үйренеді ол адамға. Ал егер ол мысалы туысқан емес, бір мысалы сантехник келіп тұр үйге, мамасы өйтіп күліп сөйлеспейді ғой, ол одан бөтенсиді, жатырқайды, бармайды қасына. Вот сондай балада ол түсінік қашан қалыптасады? Мамасы, ең бірінші анасы кішкентай жасынан сол түсінікті қалыптастырса. Әйтпесе ол қалыптаспайды. Қалай қалыптастырады анасы? Бөтен адамға жайдан жай бере бермесе. Мысалы, беру керек ситуациялар болады. Врачқа барған кезде ол бөтен адам, бірақ көрсету керек, амал жоқ. Бірақ қажет емес жерде баланы бере береді қолдарына. Әркімге бір бере береді. Оны береді де басқа бөлмеге бірнеше сағат қалып кетеді мысалы. Оның барлығы баланың түсінігінде менің мамам қайда, менің мамам кім деген сұрақ тудырады ғой. И ода бір не болмайды, нық сезім болмайды, мынау менің мамам, мен осыған сене аламын деген. Білесіз ба, психиатрлар, психотерапевттер жұмыс істегенде бір украиналық психотерапевт детская шизофрениямен жұмыс істейтін маман екен да. Сол айтқан бір бомж әйел босанған,
сөйтіп ол баласына енді ол күтім жасамайды, ол бір күн қарайды, бір күн қарамайды, бір күн қарайды, бір күн қарамайды, сосын біресе бар, бірде жоқ. Солай қарағанның кесірінен балада детская шизофрения пайда болған. Ол 10 жасқа дейін өскен, 10 жасында ода уже асқынған түрі болған да. Яғни мен сізге айтып тұрғаным, бұл ең асқынған түрін айтып тұрмын ғой, мамасы біресе қарап, біресе қарамаған жағдайда. Бірақ егер мамасы, бірде мамасы қарайды, бірде әкесі қарайды, бірде атасы, біресе әжесі, біресе тағы бір тетясы, тағы біреу, әйтеуір бір андай жоқ та, бір картина қайталана беру керек қой баланың көз алдында. Мамасы. Сол жағдайда баланың психикасы дамып отырады. Психика нервная системамен қатар дамиды ол жалпы. Как бы нервная система материальный носитель психики деп айтады. Физикалық түрде психиканың сақталатын орны это нервная система. Нерв жүйесі дамыған сайын баланың есте сақтау қабілеті арта бастайды, и плюс психикасы дами бастайды. И сонда ол психикалық жағынан есінде сақтайды, мынау менің мамам. Болды, мен түсіндім. 6 айға дейін сол қалыптасады да, соған дейін мамасы ажырамау керек дейтінім сол ғой. Ол нық сезім болу керек ода, мынау менің мамам, болды, мен оған сене аламын деген. Это не означает, что 6 айға дейін мамасының үстінен түспейді, ондай емес. Оны мен 3 айдан 4 айдан бері баламен бірге киноға барып қыдырып жүрген адам, ол ондай емес. Баламен бірге, я шетелге шығып жүрген адаммын. Ол өте оңай істелінеді, просто білу керек, өте көп нәрсені білу керек. Мен қазір бәрін айтсам, бұл подкаст целый неге айналып кетеді ғой, лекция. Бірақ жалпы айтатыным сол, тәрбие ол күтіммен ұштасып келеді. Жаңағы өзіңізге қалай сіз баланы сендіре аласыз, сендіре алмайсыз, қалай тәрбиелейсіз, оның барлығы сіздің күтімдегі іс-әрекеттерге байланысты. Даже жатырқамауы. Көп нәрсені негізі білмей бара береміз ғой біз. Мысалға қыздар тоже тұрмысқа шығуға дайындық туралы блог жүргіземін. Қыздар да мысалы ешнәрсе білмей отбасына кіріп кетеді. Ол жақта басқа жүйе, басқа адам жанында деген сияқты. Ана болу одан да бетер басқа әлемді. Жаңа адам дүниеге келеді. Мүлде жаңа адам да енді ол. Сіздің денеңізден шығып, оған да аса дайындықпен бару керек сияқты. Енді келесі сұрағымды былай қояйын. Бізде қазір отбасы институты жойылып бара жатыр деп біз айтқан едік. Сол кеңес үкіметі кезінен бері жойылған нәрсені әлі құрастыра алмай келе жатырмыз. Қанша жылдар өтсе де. Мысалы, аналар ана болуды, декретте отыруды бір маңызды жұмыс деп көрмейді. Яғни бала күтіміне, тәрбиесіне, тұлғасына, бұл балаға қараудың маңызын түсінбегендіктен бұл нәрселер қалай әсер етеді? Бұл нәрсе ең бірінші кезекте мамасының баласымен қарым-қатынас әсер етеді. Мамасы ол мысалы баласына қарауды бір маңызды нәрсе көрмесе, ол баласына біріншіден бейжай қарайды, екіншіден қанша тырысса да жақсы қарағысы келіп тұрады, бірақ түпкі ниеті жаңағыдай да онша бір маңызды көрмей тұрады. Соның кесірінен кез келген жерде оңай беріле салады. Бала қарау оңай нәрсе емес, баланы тәрбиелеу оңай нәрсе емес, қиыншылықтар болады міндетті түрде, бірақ сол қиыншылықтардан өту керек та мамасына. Ал егер ол маңыздылығын түсінбесе, ол қиыншылықтардан ол өте қиналып өтеді, немесе қиыншылықтан өтіп сабақ алудың орнына сол сабақты алмай, меңгермей ары қарай сол деңгейде кете береді. Сосын тағы екінші, үшінші, төртінші баласы пайда болады да. Барлығы сол бір әйтеуір өйтіп өскен адамдар болып өседі, қарапайым тілмен айтсақ. Мен ішім ашитыны сол, бізде демей ақ қояйын, бірақ көп жағдайда, көп өкінішке орай көп ата-аналар балаларына бір ұйықтатады, киімін кидіреді, тамағын береді, болды. Бұл осыны болды күтім деп санайды. Осыны күтім деп санайды. Ол жерде баламен қарым-қатынас құрастыру, баланың тәрбиесімен айналысу деген туралы мүлдем ой жоқ. Сондықтан отбасы институты оны қалпына келтіру өте үлкен жұмыс, бірақ оны қалпына келтірсе нәтижесі керемет болатын еді деп ойлаймын. Мамалар өздерінің балаға қарау деген ол өмірді тоқтататын нәрсе емес негізі.
бала туылғаннан кейін ол жаңа роль, жаңа этап, ол этаптан өту керек та. И ол этаптан өту үшін біріншіден жаңағы жеңілірек өту үшін білім алу керек, бәрін талдадық қой. Бірақ оның барлығы болу үшін ең бірінші мамасы өзі мен осыны қалап тұру керек та. Осы этаптан өтейінші деген ода бір ниет болу керек. Өйткені шынымен әйел адам балаға анасынан басқа ешкім жақсы қарай алмайды. Мамасы соны түсіну керек та. Босанды ма, окей, енді мен балаға қарау керекпін деген ода түсінік болу керек. Әлем тоқтап қалмайды, бірақ өмірі де тоқтап қалмайды. Көбісі ойлайды ғой, мен декретке шықсам, менің өмірім осымен тоқтады. Қалай дейді? День сурка, күнде бір өмір қайталана береді деген нәрсе. Ал негізі ол ең маңызды нәрсені жасап жатқанын түсінбейді. Ол біздің жұмыс, аналардың жұмысы ең маңызды жұмыс негізі әлемдегі. Өйткені біз бір ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз ғой біз. Ол өте үлкен жұмыс. Сіз ана баладан, туған балаңыздан сіз үлкен ғалым істей аласыз да, соған өзіңіздің үлесіңізді қоса аласыз. Саясаткер, жазушы, ғалым, дін жағын зерттейтін ғалым, хафиз тәрбиелей аласыз да сіз. Ол деген үлкен еңбек, бірақ үлкен абырой, оған сіз үлкен сауап аласыз да сіз. Ал бір жағынан ол нәрсені істеуге тырыспай, керісінше әйтеуір біреуді тәрбиелеп шықсаңыз да болады. Сізге не нәрсе приоритет, сол нәрсені ойлану керек та. Сондықтан әрқашан саналы болу керек дейтінім сол ғой. Әрқашан өзіңізге сұрақ қойып отыру керек та, анасы әсіресе. Мен мына баланы қандай болғанын қалаймын. Это не означает, ол айтпайды то, что өмірдің бәрін сол баланың айналасында ұстау керек деген сөзім емес. Ол қатар жүретін нәрсе бірақ. Сіз мысалы, мен баламды хафиз болып тәрбиелегім келе ма? Демек, мен өзім Құранды оқу керекпін көп, мен өзім Құранды жаттау керекпін, мен оған өзім мысал болу керекпін. Ол деген әрқашан менен басталатын нәрсе ғой. Бірақ сол ниет болса ғой деймін да, мамаларды баласын жақсы тәрбиелеуге, баласын жақсы күтім көрсетуге, ал қазіргідей бір декретті жаман нәрсе қылып көрмейді. Сосын үйдің тірлігінен шаршап кеттім, мен күнімнің бәрі үйде өтеді деген, ол керемет нәрсе ғой негізі. Керемет нәрсе, егер адам содан мән көрсе. Сол үйде отырып та кітап жазуға болады, мысалы. Үйде отырып та Құран жаттауға болады, мысалы. Үй деген тек тамақпен, ас үймен немес қой. Міндетті түрде, жалпы әйел адамға, білесіз ба, осы біздің дінде өте, Аллах тағала өте дана ғой. Барлығы жеңілдетілген. Неге әйел адамға үйде отырған абзал деп айтады? Өйткені бізге оңай, негізі үйде отырып көп нәрсені істеген оңай. Баламызға қарау оңай, өзіміз намазымызды даже оқу оңай ғой. Бізге сыртта мысалы намаз оқу қайда қиынырақ та. Үйде өте ыңғайлы. Тура солай бірдеме үйренем десең, жолдасыңа айтасың, маған осындай кітап алып берші, мен осындай курс өтейінші деп алып береді. Қазір онлайн заман, даже мешітке барып та қажет емес кейбір жағдайда, да, чтобы Құран үйрену үшін кез келген нәрсені онлайн оқып алуға болады. Үйде отырып сен дами бере аласың. Бірақ аналар осы істеп жатқан жұмысынан мән көрсе ғой деймін да, даже тамақ істеп жатқанның өзі үлкен сауап. Ол баласына өйткені дәмді тамақ істеп беріп жатыр, жақсы продуктыдан тамақ істеп беріп жатыр да. Тамақ істеп жатып баласына қатар үйретіп жатыр. Не нәрсені, мысалы, тұратын 1 жастан асқан бала болса, ол былай біз қамырды бүйтіп венчикпен айналдырамыз ғой, омлет жасаған кезде, болмаса жидкое тесто жасаған кезде, мысалы соның өзі былай білектің жұмысын арттырып жатырмын деп ойласа ғой. Өйткені не үшін білектің жұмысын арттыру керек, балаға үйрету керек? Моторика, кейін мектепке барғанда ручканы ұстап жақсылап жаза алу үшін, білім алғанда ода миы дұрыс жұмыс істеу үшін. Мысалы, сол әр істеген ісінен ол мән көріп отырса, анасы түсініп тұрса, ананың қандай маңызды жұмыс екенін, мен ойлаймын, мамалар қиналмайтын еді декретте. Өмірін тоқтап қалды деп. Керісінше ол жаңағы декретін күшті өткізуге тырысатын еді. Қазір декретте отырып даже екінші высшее образование алып алуға болады ғой өйткені. Бірақ онлайн. Менде осы мамалар бар. Назарбаев университетіне магистратураға түстім дейді. Баламмен бірге оқып. Біреуі Асфендияровтағы резидентураға түстім дейді баламмен бірге. 2 баласымен бірге. Неге деп сұраймын ғой. Ең бірінші жаңағы күтімді жөндеп алдым дейді да. Өйткені баланы ұйықтату оңай. Бала бір 5-10 минутта ұйықтап қалады.
ары қарай қолы бос, сосын тоса қояды, иә, қиналмайды. Бүкіл тірліктерін бала ойдап жүргенде бітіріп алады да, зато ұйықтап жатқан кезде өзінің жұмыстарын жасайды. Яғни, опять же, табиғи нәрсе болса, адамның өмірі тоқтап қалмайды. Және ол оңай болады, иә. Ал егер табиғи емес күтім болса, ол шынымен бүкіл өмірі жаңағы баланың айналасында бүйтіп айналып кетеді ғой. Так, қалай ұйықтатсам екен, қалай қазір жуындырсам екен, қалай тамағын берсем екен деп. Сонымен өмірі өтіп кетеді. Ал егер табиғи түрмен қараса, бәрі оңай болады. Аллах тағала бізге жеңілдік қалайды ғой негізі. Иә. Және осындай естественный нәрсе, естественный материнство негізі өте жеңіл, егер үйреніп алса, иә. Анау сөз бар ғой, все, что верно, а все, что просто, это верно, дейді да? А все, что сложно, это ложно, дейді. Күшті сөз екен. Тура осы естественный материнствоға келеді екен, да? Не нәрсе қарапайым болса, оп оңай қарапайым жеңіл болса, демек сол ақиқат, сол дұрыс деген сөз. Ал не нәрсе қиын, сондай ауыр жүріп жатса, бұл жерде демек ақиқат емес бұл нәрсе. Иә, күшті айттыңыз. Именно бірінші жыл бойы, баланың бірінші жылға дейінгі уақыты ең маңызды период. Баланың психикасының фундаменті, подсознание, яғни бейсанасы қалыптасатын кез. Бейсаналы түрде бала білсе, білу керек ол мамасына керек екенін, мамасы бар екенін, мамасы оған керек күтімді жасай алатынын, мамасы оны түсінетінін, қауіпсіз екенін, ол керек кезде жылап алса да мамасы оны жақсы көретінін, осының барлығын бала бейсаналы түрде түсінсе ғой, сол кезде баланың ары қарай дамуға потенциалы болады да. Осы, кстати, ең қызық нәрсені айтып кете салайын, көп болса да. Қараңыз, біздің мида эмоцияға, эмоциональный интеллектке жауап беретін мидың бөліктері бар ғой, өзінің зоналары, сол эмоциональный интеллектке жауап беретін зонасы привязанность дұрыс болмаса дамымайды екен. Яғни бірінші жыл бойы әсіресе баланың мамасымен қарым-қатынасы дұрыс қалыптаспаса, ары қарай эмоциональный интеллекті, эмоцияға жауап беретін зоналары дұрыс дамымайды екен. Оны МРТ-мен дәлелдеген. Ғалымдар кәдімгідей осы зерттеп дәлелдеген екен. Мамасымен привязанности дұрыс баланың миын қарайды, привязанности дұрыс емес баланың миын қарағанда, ана баланың эмоцияға жауап беретін жағы өшіп тұр, жанбайды, контрастпен осы дегенде. Яғни ол не деген сөз? Олай өскен адам, олай өскен бала, қарапайым тілмен айтсам, жануардан айырмашылығы жоқ болып өседі. Ол тек инстинкттармен ғана өседі. Ол оның адамға тән қасиеттері өте төмен болады. Сезімдері өте төмен болады. Инстинкт дегеніміз не ол? Ішіп жеу, көбею, ұйықтау. Бітті. Жұмыс істеу. Жұмыс істегенде де ито ақша тамақ үшін ғой. Бітті. Мысалы, жануарларда өз азығын өзі дейді ғой. Болды сол ғана. Иә. Ал одан артық былай эмпатия сезіну, қоғамды жөндеу, қоғамға деген атсалысу, лидерлік қасиеттер, ондай нәрсе болмайды ол адамда. Ондай нәрсені қалыптастырғысы келсе де өте қиналады. Енді Алланың қалауымен болып кетуі мүмкін, бірақ шанс азды. И шынымен баланы памперс кигізбей, уақытылы ұйықтатып, күшті өмір сүруге болады. Шынымен ол вообще ана болу деген бір қиын нәрсе емес. Мен осыны айтқым келеді да. Ана болу деген ол біздің өміріміздің бір бөлігі ғана. Онымен өмір аяқталып қалмайды ғой. Сіз одан өтесіз, ана болуды бір үйреніп аласыз, бітті, ары қарай басқа өмір сүресіз. Бұл бір этап қана. Бір этап қана, иә. Абайдың қара сөздерінде айтады ғой, өлеңінде айтады Абайдың. Бала деген өмірдің бір қызығы бала деген дейді. Яғни өмірдің бар қызығы деп тұрған жоқ та, өмірдің бір қызығы бала деген деп айтады. Иә. Қызық. Күшті жауап болды. Жалпы бұрынғы заманда негізі бізге айтады ғой, балам тамағың тоқ па, үйің бар ма, болды. Осы маңызды сұрақтар. Себебі ол заманда осы екі нәрсе ең маңызды болды да, басқа нәрсе уже қажет емес. Мысалға, бала мақсаттарыңа жетіп жатсың ба, бүгін қандай пландарың бар, сол пландарды орындап жатсың ба деп сұрайтындар аз да, балаларынан, өзінің подростық балаларынан болсын, ересек балаларынан болсын да. Басты жылы киініп жүрсе, тамағын бердің ба баламның? Деп та. Себебі ол нәрсе
ол кісілерге өте маңызды болған шығар бұрын. Өздері қиналып тапқан шығар ол нәрсені. Қазір бірақ енді жағдай заман шүкір, бейбіт заман. Тамамыз тоқ, қарымыз киіміз бүтін, тамамыз тоқ. Уже біз басқа бір деңгейге уже өтуіміз керек сияқты. Пирамида Маслоу бойынша жаңағыдай ғой, ең бірінші төменгі деңгейде базовый қажеттіліктер ғой. Тамақ, киім, үй. Аллаға шүкір, қазір бізде ол бар, ашаршылық жоқ, бәрі бар, бейбіт елде өмір сүреді. Альхамдулилля. Енді келесі кезеңге өту керек, сіз айтпақшы. Келесі кезең это уже рухани даму, интеллектуальный даму, да. Сондықтан біз ана жерде қалып тұрған сияқтымыз да кейде. Келесі этапқа өту керек та, адамдар ұмытпай өту керек та ары қарай. Дұрыс, яғни тек қарны тоқ баланы ғана өсіру емес, ғалым баланы өсіру. Ғалым баланың анасы болу ғой, келесі біздің мақсат. Мен ойлаймын, әр мұсылман адам солай саналы ойлану керек. Негізі мұсылман деген өте саналы адам. Ол әр ісіне бірдеме айтпай тұрып даже ойланатын адам ғой, негізі мұсылман деген ше. Бірдеме ойланбай тұрып ойланасың сен. Мен не ойланып жатырмын деген сұрақ қою керексің да сен. И солай әр нәрсеге ойлап сұрақ қойсақ, не үшін, неге, бұл не нәрсе береді маған деген сұрақ қойсақ, мен ойлаймын, баланы тәрбиелеу басқаша өзгеріп кететін еді біздің елде. Өйткені жаңағыдай баласына кез келген нәрсе, даже телефон беріп жатқан кезде, так, мен не істеп жатырмын, не нәрсеге апарады деген сұрақ қойса, опять же, приоритеттерді ескере отырып, сол кезде адамдар өзгеретін еді. Енді гаджет темасын мен кейінгі подкасттарға қалдырғым келіп тұр. Бұйыртса, себебі 2 сағат жазыппыз да подкастты. Негізі адамдарға да қазір енді ақпарат көп заман болғаннан кейін ба, 2 сағаттан көп болса уже тыңдау адамдарға қиын болып кететін секілді. Сосын осы жерден аяқтайық. Иншаллах подкаст пайдалы болды деп ойлаймын. Болашақ аналарға, тіпті болашақ емес, қазір де бала шағасы бар аналарға, 2-ші, 3-ші, 4-ші баласын бәрібір күтеді ғой. Иншаллах. Көп рахмет сізге, қоғамға қосып жатқан үлесіңізге рахмет, посттарыңызға рахмет. Саналы аналар көбейе берсін, содан саналы ұрпақтар көп болсын. Амин. Иншаллах, әр ана өзінің баласын аман есен бауырына алу нәсіп болсын. Амин. Және оны оп-оңай, жеп-жеңіл, Аллах тағала жеңілдігін беріп, естественный материнствоны саналы түрде көрсете алу нәсіп болсын. Амин. Сіздерге де шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Осы подкасттың қонағы болу мен үшін үлкен абырой. Өте қуаныштымын. Соңғы айтарым аналарға, ана болу шынымен қиын емес, тек ниеттеріңіз жақсы болса. Егер ниеттеріңізді жақсы түзулеп Алладан сұрасаңыздар, тіпті менің парақшамды сол бір дұға етіп чисто случайно тауып алатын мамалар көп жазады солай. Мен қиналып отыратын едім, дұға ететінім көп дейді. Алладан сұрап, мен осының бір шешімін берші маған деп, ертесінен барып менің аккаунтымды тауып алады мысалы. И соның өзінде курсқа қатыспай тұрып, консультация алмай тұрып, тіпті просто көріп тұрып, мынандай жеңіл болады екен ғой деген бір сенім пайда болады да, и уже өмірлер өзгере бастайды. Сондықтан ниеттеріңіз түзу болса, жақсы болса дұға етіп, барлығы жөнделіп кетеді деп айтқым келеді. Иншалла. Амин. Көп рахмет сізге. Және тағы бір нәрсе сұрағым келіп тұр. Мана курсыңыз бар деп айтып қалдыңыз ғой. ютубқа жариялаймын осы аудио подкастты. Сол жақтан комментарий жазған, инсайтын жазған адамдардың біреуіне сіздің курсыңызды сыйлай аламыз ба? Әрине. Иншаллах, онда тыңдармандарға сондай бір сыйлығымыз бар. Рахмет сізге көп. Келесі подкасттарда кездескенше. Рахмет, кездескенше. Подкастты қолдағыңыз келсе, төменде реквизит көрсетемін. Сол жақта қолдай аласыздар. Ендеше сау саламатта болыңыздар.